Бастамас бұрын жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыз. 2 маусым Джейджимен бірге кеште ашылады. Ол Юриден Киферге кеткен кезде, өйткені олар бір-бірін шын жүректен жақсы көрді. Олар жаңа жылдың басталуын бірге тойлады. Кифер сүйісейін деп жатқанда оған еңкейіп кетті. Олар бір-бірінің қасында қуанып, тыныстарын басып, бір-біріне жабысып тұрды. Ол өзін қалай сезінгені мен елестеткенінің арасында адасып, аң-таң болды. Кейін ол мектеп формасын тексеруге кетті. Ол мектепке алғаш кірген күннен бастап, оны алғаш кигеннен бері көп нәрсе өзгергенін өзіне сыбырлады. Естеліктер оның жадында қалды. Ол командамен бөліскен әрбір сәтін, қуанышын, қайғысын, күресін және оның айналасындағы барлық нәрселердің төңкерілгенін, олардың күлкілері, көз жасы және осы естеліктердің барлығы оның жүрегін жаулап алды. Ол формасын киіп, Кифермен бірге өткізген қарапайым, тыныш сәттерін, әсіресе жаңа жыл қарсаңында, оның жанында болуды ұйғарған түні және Юриді артта қалдырған кездегі қарапайым, тыныш сәттерін еске алып, оның ойына үңілді. Юри екеуі бірге болуы керек еді. Қарым-қатынаста бәрі бір-бірінен ажырамауы маңызды. Ол өзін біріктірді. Ол күштірек болып, қазір қолында бар нәрсеге назар аударуы керек еді. Ол мектеп формасын ауыстырып бітті және оны күтіп тұрған хабарламалар тасқынын байқады. Ақырында ол жеңіліске ұшыраған патша Кифермен кездесуге бара жатқан еді. Ол оның көзіне қалай қарайтынына таң қалды. Әсіресе Юридің оған үйлену туралы ұсынысын қабылдағаннан кейін ол Киферге мүлде жақындамауы керек еді. Дәл осы сәтте оның тәтесі жаңадан жабдықталған бөлмеге қуанып кіріп келді. Ол оған Юридің ертерек келгенін және олардың бірге кетуіне рұқсат сұрағанын айтты. Ол оны төменде күтіп тұрды. Оның жүрегі қысылып қалды. Тәтесі кеткеннен кейін ол Юридің сақинасына қарап, олардың ресми түрде үйленгендерін еске түсірді. Ол Кифер туралы ойлауды мүлдем тоқтатуы керек еді. Ол өзін қолына алып, төменге түсті. Мектепке қайтатын кез келді. Ол кіреберісте келе жатқанда, Юри оны күтіп алды. Ол оны жылы қарсы алды. Ол бірден оның сөмкесін алып жүруді ұсынды. Ол енді оның міндеті екенін айтты. Өйткені ол оның күйеу жігіті. Күйеу деген сөз оны есеңгіретіп тастады. Бұл сөз тым қатты, тым ауыр. Кенет Арис пайда болып, оны Юримен бірге жіберуден бас тартты. Бірақ Юриге бәрібір болды. Ол енді Аристен қорықпады. Қазір емес, ол оларға Юримен бірге барып, онымен сөйлескісі келетінін ақырын айтып, шиеленісті босатты. Юри мұны естігенді ұнатты. Бұл Аристің енді оған құқығы жоқ екенін білдірді. Олар мектепке жеткенше Аристің көңілі қалған көзқарасымен бірге жүрді. Ол әлі де Киферді қайта көретін сәтті күтіп, шошып кетті. Юри оның жағдайы жақсымы деп сұрады. Ол Анджеломен осы уақытқа дейін сөйлеспегенін мойындады. Әлі жоқ, ол дайын емес еді. Юри бұрын өз сезімдері туралы шыншыл болмағаны үшін кешірім сұрады. Бірақ қазір ол бәрін түсіндіргісі келді. Оның шынайылығы оған қатты әсер етті. Ол оған жаңа жыл қарсаңында Кифермен болған оқиғаны айтуы керек екенін сезді. Ол сөйлемек болған кезде ол оның сөзін бөлді. Әрине, бұл Кифер туралы болды, бірақ ол мұны естігісі келмеді. Қазір емес, ол оның кешірім сұрағанын қаламады. Ол оны түсінді. Ол тіпті олардың үйлену күніне дейін күтуге дайын болды. Ол оның қолынан ақырын ұстап, тыныштандырды. Ол оның бір-бірін жақсы көру үшін жүрегін жасырмай, оған мүмкіндік беруін қалады. Екеуі де, оның сөздері оның бойына сіңді. Ол оны жақсы көрді ме? Әлде бұл оның оған өте жақсы қараған үшін бе? Әлде бұл оның отбасы алдындағы міндеті болғандықтан ба? Оның ойы сан алуан бағытта өрбіді. Ол сыныптастарының қалай әрекет ететініне таң қалды. Драмаға кепілдік берілгенімен Юри алаңдамайтын сияқты. Әсіресе Кифер екеуінің бір кездері бір-біріне деген сезімдері болғанын бәрі білетінін ескерсек. Ол сақинасын шешіп, тағып жүрген алқасына тағуды шешті. Олардың үйлену тойын сыныптан жасырып жүргенде Юри екеуінің арасында ыңғайсыздық болғанын қаламай, оны ойнақы түрде мазақ етті. Олар бұрынғыдай дос сияқты әрекет ету керек. Ол қалжыңдады, ол қобалжып күлді. Ал кетуге бұрылғанда, ол оны күтпеген жерден сүйді. Ол есеңгіреп қалды. Ол қатты қуанды, бірақ ол оны мектептен алып кетпеу керектігін айтып, тез кетіп қалды. Әйтпесе адамдар байқайды. Ол оның кетіп бара жатқанын бақылап отырды. Ол мектепке басқа оқушылармен бірге кірді. Сабыр сақтауға тырысты, бірақ дәлізден өтіп бара жатқанда Кифер пайда болды. Ол оны қорқытып, шетке сүйреп апарды. Ол оған бірінші күні осындай ауыр сөздер айтқаны үшін ұрысып қалды. Содан кейін ол ескертусіз, оны қайтадан сүйгісі келгендей еңкейіп кетті. Ол оны бірден тоқтатты. Ол оған қандай әсер ететінін жақсы білді, бірақ бәрібір флирт жасауды тоқтатпады. Бұл оның неліктен ренжігенін түсінбеді. Ол оны жақсы көрді. Бұл жеткіліксіз болды ма? Оның сөздері оны қатты сілкіндірді, бірақ ол мұны қаламады. Ол Юриге опасыздық жасап жатқандай сезінді. Ол Киферден аулақ болуын өтінді. Ол бас тартты. Олардың ешқандай қарым-қатынасы болған жоқ, ешқандай сатқындық болған жоқ, және оның айтуы бойынша ол оған және оған ғана тиесілі болды. Ол оны есінен танып қалды деп ойлады, бірақ оған бәрібір болды. Ол оны қайтадан ұстап алып сүйді. Бұл жолы ол толығымен бас тартты. Ол оған еріп кетті. Ол Киферді жақсы көрді. Оның жан дүниесінің әрбір бөлшегі мұны білетін. Жаңа жыл түні оның көз алдында жарқырап тұрды. Бірақ содан кейін Юридің сөздері оның санасында жаңғырықты. Ол оны үйлену күніне дейін күтетініне уәде берді. Оның жүрегі жарылып кетті. Ол Киферді итеріп жіберіп, оны қатты ұрып жіберді де есеңгіреп қалды. Ал өзі тұншығып, абдырап қашып кетті. Ол сыныпқа жетті. Онда бәрі оны жылы қарсы алды. Ол жеңілдеп күлді. Оның бірінші жақындаған адамы Каликс болды. Ол жабдықтарын тексеріп, оның құрбысы Мика туралы сұрады. Араларында бәрі жақсы болып, бірге күлді. Содан кейін ол бұрынғыдай драмалық болып көрінетін Дрюді кездестірді. Ол бүкіл сыныпты қарсы алып,
оларды қайта көргеніне қуанып күлді. Ол кешкі астағы әңгімені елемей бөлмеге қарады. Мен бірдеңе дұрыс емес екенін сезіндім. Ол сенен туралы сұрады, бірақ ол туралы ешкім ештеңе естімеді. Оның уайымы күшейе түсті. Оған бірдеңе болды ма? Соған қарамастан ол бәрімен амандасып, сабырлы болуға тырысты. Ал жүрегі бірдеңе дұрыс емес деп сыбырлады. Кенет сыныпқа Кифер кіріп келді. Бәрі қатып қалды. Оның төменгі ернінде көгерген дақ пайда болды. Шәкірттері оны мазақтауды тоқтатпай күліп жіберді. Бірақ ол күлкісін жасыра алмады. Өйткені ол оған осылай жасады. Ол қайтадан сабаққа назар аударды. Іс жүзінде ештеңе өзгерген жоқ. Барлығы күлді, ойнады. Әдеттегі іс әрекеттеріне қайта оралды. Юрий ішке кіріп, жайбарақат өз орнын алды. Кифер оның соңынан еріп, әрқайсысы өз орнына отырды. Бірақ соған қарамастан ол ауадағы өзгерісті сезінді. Олардың арасында көп нәрсе өзгерді. Мұғалім келіп, сыныптың қайта жиналғанына қуанып, оларды жылы қарсы алды. Бірақ ол алдағы үлкен өзгерістерді де жариялады. Алда жаңа сабақтар, жаңа сынақтар және ең бастысы, студенттің оқуын бітіретінін немесе бітірмейтінін анықтайтын қорытынды емтихандар болады. Бірақ Юрий оны ақырын тыныштандырып, оған қарай еңкейді. Ол мектепті бітіремін деп уәде берді. Оның жүзі жеңілдеп қалды. Мұны байқаған Кифер оны қатты ашуландырды. Түскі ас кезінде бөліктер әдеттегіден азырақ болды. Студенттер шағымданды, бірақ Кифер жай ғана қалағанын алып, науаға қосымша бөліктерін салатын. Ол келіп, Дж-ның қасына отырды. Ол бәрінен де оны жалғыз қалдырғысы келді. Ол орнынан тұруға тырысқанда, ол оның білегінен ақырын ұстап, оны артқа тартты. Жаңа жыл қарсаңында не болғанын бәрі білгенін қалайсыз ба? Оның жүрегі дүрсілдеп кетті, бірақ ол әңгімеге араласудан бас тартып, алыстап кетті. Ол Юрий келгенше ғана оның жанында көңілді болды. Юрийді көрген бойда оны көруге асықты. Кифер оны тағы да ашуландыра бастады. Юрий сабырлы табандылықпен оған тиесілі екенін ешқашан ұмытпау керектігін еске салды. Шошып, кенет орнынан тұрып, Юрийдің де, Кифердің де соңынан ергенін қаламай кетіп қалды. Юрийдің ренжіген түрі бар еді. Кифер қобалжығандай көрінді. Ол олардың бейберекетсіздігімен қоршалмай, ақырында еркін тыныс алатынына қуанып, шатырға қашып кетті. Ол сенен нөмірін қайта терді, бірақ әлі ешкім жауап бермейді. Ол күні бойы сыртта болды. Содан кейін Дрю күтпеген жерден пайда болды. Ол көңілсіз және көңілсіз болып көрінді. Ол оның қасына абайлап отырып, не болғанын сұрады. Ол өзінен көңілі қалғанын мойындады. Ол өзін қорқақ сезінді. Оның айтуынша, махаббат, егер ол өзара болмаса, ауырады. Ол өзін жақсы көретін адамға өз сезімін білдіре алмады. Кейде екі адамның арасында себепсіз ажыраспаған дұрыс деп ойлады. Ол оған сүйген қызының суретін көрсетті. Ол қатып қалды. Бұл ол еді. Оның келбеті қатты өзгерді. Оның оны танымағаны таңқаларлық емес. Оның ұялшақ көзқарасында оның өзі болды. Ол ыңғайсызданып күлді, қозғалды, бірақ ұялды. Дрю жігерленіп, олар махаббат, өмір және кішкентай көңілсіздіктер туралы сөйлесіп жатқанда, ол тамақтануды жалғастырды. Уақыт өте келе ол ақыры үйіне қайтты. Ол жерде оны сыйлықтар күтіп тұрды. Олардың көпшілігі болды, бірақ оны ең қатты таң қалдырғаны оның ішінде отырған келуші болды. Ол үрейленіп, оған қарай жүгірді. Ол күні бойы мектептен тыс жерде болды. Тәтесі оны қатты сағынғанын айтып, оларды жалғыз қалдырды. Ол оның қолын ақырын ұрып, ұрысып қалды. Сен мұнда мектепте емес, қалай болдың? Саған не болды? Ол бәрін түсіндірді. Ағасы оны қамап тастап, Англияға жіберді. Өйткені ол үнемі қиындыққа тап болды. Ол ұзақ уақыт бойы қамауда болды. Бірақ содан кейін ол қашып, барлық заттарын алып, тікелей оның қасына келді. Енді ол онымен бірге қалатын еді. Ол Анджелоға айтқан болатын. Ал Анджело келісті. Бұйрық бойынша Анджело пайда болды және бәрін растады. Ол Сененге қатты қарады да бірден кетіп қалды. Олар бір-біріне шыдай алмады. Сенен анасы оны іздемейтінін, оған ешкім мән бермейтінін және Анджело келіскендей оның бөлмесінде ұйықтайтынын түсіндірді. Ол оны шақырған бойда бірден қашып кетті. Сол түні ол ұйықтай алмай қиналды. Бірақ CNN жуынатын бөлмеде тамағына дейін ән айтып жатты. Оның дауысының қатты болғаны сонша, ол дірілдеп оянды. Ол телефонын тексеруге тырысты. Юрий оған қайырлы таң тілеп тәтті хабарлама жіберді. Әрине, Кифер де әдеттегідей оны мазақ етіп, хабарлама жіберді. Ол қызарып, көрпенің астына тығылды. CNN жуынатын бөлмеден ызылдап шығып бара жатқанда, көңілі қалған застырсып, таңғы ас ішуге түсті. Арис кірген бойда бірден шығып кетті. Ол Сиеннің жүзіндегі мұңды байқап, оған жақындады. Бірдеңе дұрыс болмады. Ол кетуге дайындалып жатқанда, кенет орнынан тұрды. Ол не болғанын білуді талап етіп, оның соңынан ерді. Ол оны бірінші рет осылай мұңайып көрді. Ол ақыры Аристің оған айтқанын мойындады. Ол олардың бөлімшесінен кетіп бара жатқанын, одан аулақ болу керектігін айтты. Ол мұны үзілді-кесілді жоққа шығарды. Ол ешкіммен ажырасқысы келмеді. Ол ешкімнің өмірінен кеткенін қаламады. Кенет Кифер пайда болып, ашулана бастады. Бұл әңгімені басқа адамдар естіді. Қауесет тез тарап жатыр. Ол мұны жоққа шығарып, идеяның өзін толығымен жоққа шығарды. Бүкіл топ оның бөлімшеден кетуін қаламады. Сенен оның қолынан ұстады. Юрий келіп, мұны көрді. Бірақ ол Ариске қарай бет алған Киферді қуып жету үшін Юрийді тез шетке итеріп жіберді. Ол оларға бар шындықты айтты. Арис әкесінің телефон нөмірін ұрлап кеткен. Ол оларды, бөлімшені таңдады. Ол қандай жағдай болмасын олармен бірге болады. Джейджи Киферді абайсызда бірдеңе жасағанша оны тоқтату үшін оның артынан жүгірді. Төбелес басталды. Кифер Аристі оңай құлатты. Ол күштірек болды. Аристің тағы бір досы Киферді ұрып,
оны жарақаттады. Юрий жекпе-жекті тоқтатуға тырысып, Киферді қорғады, бірақ шиеленіс күшейе берді. Джейдж олардың арасына асығып, бәрін тоқтат деп айғайлады. Қалғандары оны барлық мәселелердің себебі ол деп айыптады. Фрия да оларға шыдай алмады. Дрю кері шегінді, өйткені ол Фрияға қамқорлық жасады және жаңа проблемаларды тудырмауға тырысты. Киферге бәрібір болды. Ол төбелескісі келді. Ол өзінің таңдауы болғанын қалады. Ол оған оны немесе Эристі таңдау керектігін айтты. Ол барлығынан, соның ішінде Эристен кешірім сұрады және ол бөлімшеден кетпейтінін айтты. Кифер және бүкіл топ қатты қуанды, бірақ ол оған әкесімен бірге болу мүмкіндігінен айырылғанын және ол жалғыз азап шегетінін еске салды. Содан кейін ол оған қарсы шықты, өйткені ол әрқашан қалағанын алды. Ол оны әкесіне өзі апарамын деп уәде берді. Бұл жай ғана Юриді басып қалды. Юрий мен Кифер арасындағы бәсекелестік бұрынғыдан да қыза түсті. Шошып, төбесіне қайта жүгіріп шығып, өзімен бірге тамақ алып кетті. Ол Кифердің жаралары мен жүрегіне күтім жасауға дайын болып, оған үнсіз жақындады. Оның өзі оған жараны жууға және таңуға көмектесті. Қолдары дірілдеп, жүрегі дүрсілдеп, Кифер одан бірінші рет кешірім сұрады. Ол ақырын жымиды, таң қалды және қозғалды. Ол көптеген адамдардан кешірім сұрауы керек екенін мойындады, бірақ олардың ешқайсысы маңызды емес. Тек ол ғана маңызды болды. Оның сөздері оған қатты әсер етті. Олар бір-біріне қатты қарады. Ауа айтылмаған эмоцияларға толы болды. Ол кетуге тырысқанда, ол оны ақырын өзіне тартып алды да, олардың көзқарастары одан сайын күшейе түсті. Кенет екеуінің де жаңа жыл түні, бірге болған түні туралы естеліктері қайта оралды. Бірақ оның санасында Юрий де пайда болды. Ол онымен ажырасуға дайын емес еді. Ол үшін күресетін еді. Ол екеуінің арасында үзілгендей сезінді, мүлде адасып кетті. Ол кенет оянып, тынысы тарылды. Тағы да сол арман қайта қайталанады. Сондықтан ол өз ойын ретке келтіруге тырысты. Ол Юрийді іздеуге кетті. Таңертең ол оған жылы лебізін білдірді, бірақ оның ойында Кифер болды. Ол оған бірде-бір сөз жазған жоқ. Айтпақшы, ол оған барлық заттарын жинап, оны ерте оятуға тырысты, бірақ ол жауап бермеді де, ол кетіп қалды. Ол оны іздеп сыртқа жүгірді. Оның құрбысы оның артынан біреу келе жатқанын ескертіп, оны қуып жетті. Ол үрейленіп, бірден Киферге жетуге тырысты, бірақ оған жете алмай жатып, оған екі ер адамның шабуыл жасағанын көрді. Ол олармен қатты күресіп жатты. Ол қашып кеткісі келді, бірақ қашып құтыла алмады. Ол оны жалғыз қалдырудан бас тартып, суға секірді. Одан да көп ер адамдар пайда болды. Олардың бірі оған керек екенін айтты, өйткені ол Кифермен туысқан. Ол бәрін жоққа шығарып, олардың бірге емес екенін, бірақ оларға мән бермейтінін айтты. Олар оған қол созды. Кифер әп-сәтте оның алдынан шығып, өзіне арналған соққын алды. Ол қансырап жатқанда шошып кетті. Біз мектепке қайтып келгенде сабақ аяқталды. Ал Джейдж ешқашан келмеді. Юрий мен Кифер бір-біріне үрейлі көзқараспен қарады. Бірдеңе дұрыс болмады. Юрийдің уайымы күшейе түсті. Ол Киферге телефон арқылы хабарласа алмайтынын айтты. Екеуі де бір күні бір-біріне қарсы шығып, Джейджге оның жүрегі кімге тиесілі екенін шешуге рұқсат беруді шешкен сәтін есіне алды. Екеуінің арасындағы бәсеке әлдеқашан басталып кеткен, бірақ екеуі Дж-ның қайда екенін білмеді. Олар үрейленіп, сол жерге қарай жүгірді. Хабарлама келгенше Дж-ның қайда екенін ешкім білмеді. Ол ауруханада жатқан. Олар сонда жүгірді. Юрий тоқтаусыз, шарасыз, абыржулы күйде қоңырау шалды. Олар ақыры оны тапқанша барлығынан сұрай берді. Оның досы Ру жарақат алғаны белгілі болды. Оған бір апта демалу керек болды. Ол ауруханаға оның қанын көргенде есінен танып қалғандықтан келді. Оның жүйкесі тым сезімтал болды. Ол есінен танып қалды. Егер қасында Дэвид пен күзетші болмаса, ол аман қалмас еді. Осы кезде бейтаныс адам пайда болып, оларға батыр сияқты әрекет етуді доғаруды ескертті. Кетер алдында ол Дж-ның хал жағдайын білу үшін біреуге телефон соғып, оның Рудың қанынан шошып кеткенін және Кифердің оған қауіп төндіретінін айтты. Ол адам қайтып келгенде бәрі жақсы болады деп үміттенген. Оның кіммен сөйлескенін ешкім білмеді. Осы уақытта аурухана төсегінде жатып, Джейдж дірілдеп, қанды көргенде есінен танып қалған сайын есіне түсті. Кифер ішке кіріп, оның жылап тұрғанын көрді. Оның дірілдеген денесін тыныштандыруға тырысып, көз жасы ағып жатқанда, ол оны бірден құшақтап алды. Ол оған әрқашан қолдау көрсететінін, әлсіз кезінде жұбататынын еске салды. Ол оны қайта ақырын тыныштандырды. Ол Ремстің соңынан ерген бандасынан қорықты, бірақ ол оның жеткілікті қан көргенін айтып, оны тыныштандырды. Ол ешкімді ренжітпесе де, ол үнсіз бір нәрсені мойындады. Ол Юрийдің оның күйеу жігіті екенін білді, бірақ ол басқа нәрсені, жылы және әдемі нәрсені сезінуді тоқтата алмады. Ол Кифермен бірге болған сайын, ол оған демалуға кеңес берді. Содан кейін ол оны қолына алып, аурухана дәліздермен алып жүретін. Юрий оны әлі де шарасыздықпен іздеді. Юрий Кифердің Дж-ны көтеріп келе жатқанын көргенде, ол қатып қалды. Олардың көздері тоғысты. Дж мен Кифер бір-біріне демалмай қарап тұр. Олар бір-бірімен байланысты. Юрийдің жүрегі жарылып кетті. Юрий оның жолын бөгегенше, Кифер оның жанынан жайбарақат өтіп бара жатты. Ол оған қарап, мен сені ешқашан тастамаймын, деді. Мен сен үшін күресемін. Оның жүрегі дүрсілдеп соғып тұрды. Мұның бәрі шынымен арман болды ма? Егер солай болса, ол оянғысы келеді. Бірақ бұл арман емес еді. Бұл Джаджайдың жүрегі үшін шайқастың басы, нағыз басы болды.
алды. Юрий Киферге қарсы. Екеуі де шешімді, екеуі де ғашық, екеуі де ол үшін күресуге дайын. Кімді таңдайды? Джейдж. Ол басынан өткерген барлық нәрселерден, басынан өткерген қауіптен, Рурудың оны қалай қорғағанынан және Кифер мен Юрий арасындағы шиеленістен кейін қалай әрекет ету керектігін енді түсіне алмайды. Ал қазір сыныпта нағыз төбелес басталып жатыр. Өйткені оған өзін қалай қорғау керектігін үйрете бастайды. Олардың әрқайсысы ның алдында өз күштерін көрсету арқылы бір-бірінен асып түсуге тырысады. Кенеттен CNN араласып, Селиксті жеңіп, оған жаңа ғана көрген нәрсесін ешқашан өзі жасай алмайтынын ашық айтады. Бірақ CNN бұл идеяға қарсы шығып, Селикске бұл кітапты аударып, карате қимылын жасауды бұйырды және ол мұны мінсіз істеп жатыр. Барлығы оны қолдап жатыр. Ал қатты таң қалды. Ол мұндай нәрсені істей алатынын ешқашан елестете алмады. Ол оның оған сабақ бергенін қалайды, бірақ ол жай ғана кетіп қалады. Ендігі кезек Киферге келді. Ол оған дайындалуға көмектеседі, бірақ ол оны елемеуге тырысады. Ол өзін қорғай алатынын талап ете береді. Сондықтан Юрий араша түсіп, оған қалай қарсы тұру керектігін, өзін қалай қорғау керектігін үйретеді және ешқашан ешкімнің одан қалағанын тартып алуына жол берме. Ол Киферге қарсы шығып, оны әдейі арандатып кетіп қалады. Содан кейін Кифер қайтадан бір қадам алға жылжиды. Ол оған шашқа арналған кішкентай қаруды қолдануды үйретеді және оның шабуылдарын талдай алуы үшін оның алдындағы адамның әрбір қимылына назар аударуын айтады. Ол оның көңілін көтереді, ұстауын реттейді, қалпын бағыттайды. Ол одан жалтаруға тырысады, бірақ ол оны бірден өзіне тартып алады да, бәрі қатты қол шапалақтап жатқанда, оны қатты құшақтайды. Бірақ Юрий ашулы, ол өз шегінде. Ол оған қарсыласын қорқытып, жүрегіне сену керектігін айтады. Ол оны ұрып-соғып, итеріп жібереді. Ал бүкіл сынып оның көңілін көтеріп, қуанышпен жарылып кетеді. Ол қуанып, қолдауға таң қалды, бірақ басы айнала бастады. Ол өзін өзі қорғаудың қандай әдісіне сенуі керек? Ол қандай стильді таңдауы керек? Ол CNN-мен бірге толқып, аң-таң болып кетіп бара жатыр. Кенеттен Юрийден оның қайда екенін сұрайтын хабарлама келеді. Ол әрең түсінеді. Ол CNN оның қолынан ұстап, зейінін шоғырландыруды сұрағанша, ол мақсатсыз ағынмен жүреді. Бұл жаттығулардың барлығы оның игілігі үшін, ол болашақта зиян тигізбеу үшін. Бірақ ол оны қыздар туралы мазақтай бастағанда, ол оның құмарлығын, джинді әшкерелеймін деп қорқытады. Ол бірден үнсіз қалады. Бірақ бәрібір біреудің иісуінің әлсіз иісі оған Элланың иісін еске түсіреді және оның ойлары өткенге оралады. Ол бір кездері олардың арасында бірдеңе болғанын, достарының оны қалай қорлағанын, оны ешқашан қорғамағанын, тіпті оны ұрлық жасады деп айыптағанын және ол ештеңе айтпағанын есіне алады. Да оның барлық қателіктерге себепкер болғанын есіне алады. Оған шындықты айтқан Кифер болды. Ол кезде CNN оған әлі де қамқор болатын. Оның жүрегі естеліктерден жарылып кетеді. Ол сыныпқа қайта оралып, жекпе-жек өнерін үйрене бастағанда оған алғыс айтады. Ол Юрийді барлығына үйреткен адам деп ойлайды, бірақ ол олардың дәрежесіне қарамастан қалай күресу керектігін білетінін біледі. Ол Майямен сөйлесіп, оның қандай спорт түрімен айналысатыны туралы дауласады. Ол оны паркур деп атайды. Ол капур және олар Киферге дейін тоқтаусыз дауды жалғастыруда. Ол араша түсіп, оларға балалар сияқты әрекет етуді доғаруды айтады. Олар бірден тағы дауласа бастайды және олардың ешқайсы шегінгісі келмейді. Бірақ содан кейін бәрі мұны естиді. Ол орынсыз бірдеңе айтып, аузын тарс жауып тастады. Ал бүкіл сынып олар келіскен ережелерге сәйкес оларға қарап тұрды. Енді ол оны сүйе алады. Ол жақындап келеді. Көрермендер тынысы тарылып, оны барлығының көзінше сүйіп алу үшін еңкейеді. Юрий шошып қатып қалады. Ол Киферді итеріп жіберді де сыбырлап бөлмені толтырды. Бәрі оған қарап тұр. Кифер екеуі Юрийдің жанып тұрған көзқарасының астындағы көзқарастарды кездестіреді және олардың арасындағы жағдай қайтадан шиеленісе түседі. Уақыт өтіп жатыр. Олар әлі сыныпта тақырыпты талқылап, әртүрлі пікірлер айтып, бір-бірінің көзқарасын қорғап жүр. Ақыры Джейдж орнынан тұрып, екеуінен де жалықты. Ол оларға екеуі де бір-бірін түсінуі керек екенін айтады. Бірақ Юрий тіпті оған қарамайды, оның жағына бұрылмайды. Мұғалім эссе жазып, барлығы странып жатыр. Джейдж серуендеп, қағаздарды таратып жатыр. Ол Юрийге жақындағанда, ол онымен еш нәрсе істегісі келмейтіні анық. Ол не болғанын айтуға тырысады, бірақ ол мүлдем ештеңе болмағанын айтады. Мұғалім оларға айқайлап, ның үнін өшіреді. Ал сынып күледі. Олар жаза бастайды, бірақ Юрийді сөйлету үшін оған бір парақ қағаз лақтырады. Осылайша олар жазбалар арқылы сөйлесе бастайды. Ол жауап бергісі келмейді, бірақ соңында маған емес, сабаққа назар аударыңыз деп жауап береді. Ол абдырап қалды. Ол оған тағы да хат жазады. Ол Кифермен болған оқиғаға ренжіген болуы керек. Ол оған тағы бір жазбаны бергенше оған хаттар жібере береді. Кифер мұны байқайды. Ол айырбастау қағаздарында жазылғандардың бәрін көреді, ал оның жүзі қызғаныштан бұрмаланған. Мұғалім оны ұстап алып, сыныптан қуып жіберді. Бәрі күлді, ал ол ренжіп, жалғызсырап кетіп қалды. Сыртқа шыққаннан кейін, ол борды ұстап алып, онымен ойнай бастады. Өз ойын толығымен сіңірді. Кенет оның артынан Юрий пайда болып, оны шошытып жіберді де, оның кесірінен қуылғаны үшін кешірім сұрағанда ақырын күлді. Ол оған ештеңе өзгермейтінін, кешірім сұрап, онымен бірге отыруға келгенін айтады. Ол шошып кетті. Бірнеше минут бұрын ол не өзгергені туралы айтқысы да келмеді. Ол оның көзіне тіке қарап, ақыры
мен сені қалаймын деп мойындады. Мен саған ашуланбаймын, мен қызғанамын, мен сені жақсы көремін, мен өз сезімімді басқара алмаймын. Бұл туралы ешкім білмесе де, сен менің күйеу жігітімсің. Мен сені басқа біреудің сүйгенін көргенде, бұл мені құртып жіберді. Мүмкін сен мені сүймейтін шығарсың, бірақ сен біздің келісімге келдің. Сен менікі болуға келістіңсің. Оның дауысы дірілдеп тұр. Оның жүрегі қысылып қалады. Ол оның қолынан ұстап, жақындап келіп, оны ақырын құшақтайды. Екеуі де осы сәттен ләззат алуда. Ол оның бетінен нәзік, эмоционалды сүйіспеншілікпен сүйетіндей алыстап кетеді. Олардың көзқарастары терең, осал үнсіздікте тоғысады. Сосын ол кетіп қалады да, оны тоңып, аң-таң қалдырады. Кенет Кифер пайда болады. Ол ашуланып, оған айқайлап, оның мұнда не үшін келгенін түсіндіруді талап етеді. Ол абдырап, қорқып кетті. Ол оған тиесілі екенін айтады. Егер Юрий оған тағы да жақындаса, өкінеді. Ол оны бір жаққа лақтырып жіберіп, қашып кетеді. Бұл қорқынышты. Уақыт өтіп жатыр. Ол үйге келіп, оны енді ешқашан бұлай көргісі келмейтінін айтады. Оның ашушаң мінезі оған бұрынғы күйеу жігітін еске түсіреді, және ол енді мұндай ашуды жеңе алмайды. Ол өз бөлмесінде CNN мен бірге отырады. Ол балмұздақ жеп отыр. Ол мұнда қожайын сияқты, және бұл оны мүлдем мазаламайды. Ол өз ойына батып, өзін өзі жауып тастады. Мен оны бақылап отырамын, және оның бұрынғыдан мүлдем басқаша әрекет ететінін байқаймын. Ол ақыры сөйлесіп жатыр. Ол бірге фильм көруді ойлай бастайды. Олар бір-бірінің қасына отырып, фильмді көруге дайындалып жатыр. Бірақ бұл басталмай тұрып, ол оны тоқтатып, оның санасында жанып тұрған сұрақты қояды. Егер ол Кифердің ренжігенін көрген болса, ал бұл оқиға болған кезде ол қандай болды? Ол мұны бірден растады. Иә, ол бір күні Кифердің ашуланғанын көрді, және бұл Юрийдің кесірінен болды. Бұл менде сонда болған кезде болды. Кифер Юрийді қатты ұрғаны сонша, оны ешкім тоқтата алмады. Өйткені Кифер ашуланғанда оның алдында тұруға ешкімнің батылы бармайды. Оған жақындаған адам міндетті түрде соққыға жығылады. Ол Юрийге жаны ашитынын айтады, бірақ ол Юрийді қорқақ деп атайды. Өйткені ол Кифермен бетпе-бет келуден қатты қорқады. Юрий ешкімге ештеңе айтпастан импульсивті әрекет етеді, және ол оған Юрийден мүлдем аулақ болуды ескертеді. Ақырында олар фильм көруге барады, және ол қалағанын таңдайды. Бірақ кенеттен ол жеген балмұздақтың бәрінен іші ауыра бастайды. Ол оны жуынатын бөлмеге асығады, күтеді. Содан кейін фильмді өзі таңдайды. Файлдарды ақтарып отырып, ол құпиялар деп жазылған қалтаны табады. Қызығып, оны ашады да, көргені оны өзегіне дейін сілкіндіреді. Бейне ойнатылып жатыр. Олар Киконы ұстап алып, оны Юрий мен Кифердің кесірінен аяусыз ұрып соғады. Олар бұл үшін оны жазалайды. Кеште Джейджиге жақындағаны үшін, оған қауіп төндіргені үшін. Олардың барлығы оның айналасына жиналып, оны қайта-қайта ұрады. Олар қуанып, күліп, болып жатқан оқиғадан ләззат алады. Ол олардың Киконы азаптап жатқанын көріп, бетінен жас ағып жатыр. Кифер әсіресе өзіне риза, ал сайын бәрін жазып алады. Бірнеше минуттан кейін ол бөлмеге көңілді кіріп келеді, бірақ оның видеоны көргенін бірден байқайды. Ол мұның бәрін Кикоға не үшін жасағанын білгісі келеді. Бір күн өтіп бара жатыр, және ол оларды ашуландырса да, ақыры олармен бетпе-бет кездесуге дайындалып жатыр. Ол оған Киконың оған не істегенін еске салады, бірақ ол әлі де олардың шектен шығып кеткеніне сенеді. Кико сол түні жазаланып, үйден қуылған болатын. Қайта оралып, оны осылай құртудың қажеті жоқ еді. Ол оған мұны оны қорғау үшін жасағанын айтты. Ол оның әсіресе Кифер туралы тым көп білуіне жол бермеуге тырысады. Өйткені егер ол тереңірек үңіле бастаса, Кифер олардың барлығына шабуыл жасайды. Ол оны итеріп жіберіп, Киконың қай ауруханада жатқанын айтуды талап етіп, қорқытады. Уақыт өтіп жатыр. Ақыры ол оған баруды шешті. Ол өзін қалай сезінетінін білмейді. Ашу, жанашырлық, кінә. Аурухана бөлмесіне кіргенде оның сымдарға ілініп тұрғанын, бәрі көгергенін, сынғанын, шаршағанын көреді. Ол оны көруге келді. Ол оған болған жағдайға лайық екенін айтады. Ол оны аямауы керек. Ол не істеп жатқанын білмейтінін, одан бас тартқан кезде жүрегі жарылып кеткенін, мұның бәрі болған оқиғаны ақтамайтынын айтып, кешірім сұрайды. Бірақ бәрібір одан кешірім сұрайды. Ол келіседі, бірақ оны енді ешқашан қайталамауын өтінеді. Ол қозғалды. Ол жалғыз келгенін айтқанда босаңсып қалады. Оның қасында ешкім жоқ. Кенет оған Кифер телефон соғады. Олардың барлығы оны іздеп жатыр. Кико мұны байқап, оның қаншалықты бақытты екенін түсінеді. Бәрі оған қамқорлық жасайды. Бәрі ол үшін күреседі. Элла үшін мұны ешкім ешқашан жасаған емес. Бұл тіпті жақын емес еді. Ол оған ауруханада 1 ай болатынын, және толық сауығып кетуіне 8 жыл қажет болатынын айтты. Содан кейін физиотерапиямен айналысыңыз. Ол мектептен шығарылды. Рия онымен ажырасып кетті. Ол ешкімнің оған ұқсағанын қаламады. Ол өзіне күледі, өзін аянышты деп атайды. Ол бір кездері оған мейірімді болған, бірақ кейін тез өзгерген қыз туралы айтады. Досы қайтыс болғанда, ол Киферге, Юрийге және Ириске жүгінді. Егер ол осы оқиғаны білгісі келсе, олардан сұрауы керек. Ол сыныпқа қайтып келеді. Олар бірден оған айқайлайды, өйткені олар уайымдады. Юрий оның бір жерде жоғалып кеткенін айтады. Ол олардың барлық сұрақтарынан аулақ болуға тырысады. Кифер мен Юрий қатты уайымдады. Ол бәрін кейінірек түсіндіремін деп уәде береді. Бәрі оның көзіне қарайды. Ол олардың арасында отырады. Фрия, Кифер, Юрий және Ириспен болған барлық оқиғаларды ойша айналдырады. Ол көмекке мұқтаж болған кезде Фрияның әрқайсысына қалай жүгінгені туралы ойлайды. Ал қазір ол Одрикске назар аударып, болып жатқанның бәрін бақылап отырады. Айналасындағылардың барлығына түскі асқа дейінгі уақыт тыныш өтіп жатыр. Бәрі тамақ ішіп жатыр. Ол Кифермен сөйлесіп,
оны жынды деп атайды да Кикоға барғанын әшкерелеймін деп қорқытқан, сенен мен бірге кетеді. Ол оған ескертеді. Олар Киконың дәл қазір қозғала алмайтынын біледі және ол онымен болған барлық жағдайға сененді кінәлайды. Ол Киферге бәрін айтамын деп қорқытады. Сондықтан ол оны тез сүйреп апарады. Ешкім білмеуі керек, әйтпесе бәрі жарылып кетеді. Ол Джоштың мысықты тамақтандырып жатқанын көреді. Оның ойына әбден сіңіп кеткен. Олар мысықтар туралы айтып жатыр. Джош екі түсті де біледі және оны ешқашан Киферге көрсетпеуді ескертеді. Өйткені ол ренжігенде оның қалай болатынын білмейді. Олар оның достары. Ол олардың қауіпсіз және бірге болғанын қалайды. Ол оны сүйкімді, ойлы, басы керемет, таза деп санайды. Кенет мысық Руруды тістеп алды. Ол құтыру ауруына шалдығуы мүмкін деп қорқып, шошып кетті. Юри оған жақындап, тағы да қызғанышпен Руруды одан тартып алды. Ол Кифердің де, Юридің де сенен енді қызғанатынын түсінеді. Олар оның айналасында үнемі болып жатқан кейбір драмалар туралы айтады. Ол күліп, кетіп қалады. Ол Кейттің Майомен бірге болғанын тексереді. Кейт әлі де ренжіді. Ол олардың жағдайын білуге тырысады, бірақ одан жақсы ештеңе шықпайды. Кейт отбасы мен махаббатының арасында қалды. Ол оны жігерлендіреді, бірақ ол сөйлесу оңай екенін айтады. Ол оның орнында емес. Ол қатты жараланды. Батыл болуды ойлап, оның қолынан ұстап, сүйіп алуды ойлайды. Мүмкін бұл оған қайтадан еркек сияқты сезінуге көмектесетін шығар. Майя мұны көріп, екеуін де мазақ етеді, бірақ Майя ренжіп, жағдайды дұрыс түсінбей кетіп қалады. Ол өзін түсіндіру үшін оның соңынан ереді. Кифер мен Юри үнемі бір-бірімен араласатындықтан түсініспеушіліктер күнделікті жағдайға айналады. Бірақ Кейт басқа біреу оны сүймек болды деп ойлап ренжіді. Ол оған ешқашан ешкімнің өзін сүюіне жол бермегенін айтады. Адрикс келіп, Кифер бәрін үйренетінін айтып қорқытады. Майя оған ашуланып, оны барлық қиыншылықтардың себебі деп ойлап араша түседі. Ол оған барлығын онымен сырласуға мәжбүрлейтінін, оның Элладан еш айырмашылығы жоқ екенін айтады. Ол оны бірден шапалақпен ұрып, барлығын таң қалдырды. Ол Адрикспен бірге кетіп бара жатыр. Ал Майя оның бетінен сипап жатыр. Адрик жеңісті тойлап жатыр. Ол ресми түрде өзін қалай қорғау керектігін біледі. Содан кейін ол Фрияның жаңа жігітімен түскен суреттерін көреді. Оның жүрегі қатып қалады. Кейт қатты күйзелді. Оның сүйіктісі қайтыс болды. Бірақ ол әлі күнге дейін оның бүкіл бөлімін жек көретін адамға жақындай алмайды. Оны жұбату үшін ол оған бәрібір жынды екенін және одан аулақ болғаны дұрыс екенін айтады. Майя қайтып келіп, сөздері үшін кешірім сұрайды және Эллаға мүлдем ұқсамайтынын мойындайды. Ол да кешірім сұрайды. Ол олармен бірге отырады. Ол оның көңіл күйін тексереді. Олар қызға ренжіген Адрикс туралы айтып жатыр. Ол бұл туралы әзілдейді. Тіпті оның ренжігенін де түсінбейді. Ғашық болу әрқашан оңай емес. Ол Кифер мен Юридің оны бақылап тұрғанын байқайды. Екеуі де оның соңынан ереді. Екеуі де оны қатты жақсы көреді. Майя Кифердің қыздарға келгенде ашкөз екенін айтады. Ал Юри жақсырақ. Ал егер ол оның орнында болса, Юриді таңдар еді. Ол Юриді бәрібір жақсы көреді. Сондықтан Кифер онымен төбелесіп қалады. Ол Кейттің сүйіктісі қайтыс болғаннан кейін есінен танып қалғанын біліп, оны аяды. Бірақ Юри мен Кифердің келе жатқанын көрген сәтте оның ойлары сейілді. Ол бір сұмдықты түсінді. Оған жақындағандардың бәрі жарақат алады. Ол Киферге де, Юриге де мұқият қарайды. Адамдардың олар туралы айтқанының бәрін ойлап, ол екеуіне де қарайды және кімді таңдау керектігін білмейді. Сыныпта отырып, терең ойға шомып отырған Джейджер уақыт өте келе оның санасын сансыз ойлар толтыра береді. Оның көзқарасы Юри мен Киферге қарай сырғып, өз сезімін анықтай алмай қалады. Ол кімді қалайтынын және жүрегінің шын мәнінде неге сүйенетінін нақты білмейді. Мұғалім кенеттен оның қасына келіп, ол түсіндіріп жатқан сабақ туралы сұрағанша, ол мүлдем бей-жай қалады. Ол мүлдем жауап бере алмайды. Ол әлі де мүлде жауап бере алмайтын көптеген сұрақтары бар екенін мойындайды. Осы кезде бірден үзіліс болады. Кифер оның қасына келіп, кездесуге бірге бару керектігін айтады. Бірақ ол бірден кетіп қалады. Содан кейін Юри оны үйіне дейін шығарып салуды ұсынады. Бірақ ол жауап бермей жүре береді. Ол әзірге екеуінен де аулақ боламын деп шешті. Ал қазір екеуі бір-біріне әрең шыдайды. Содан кейін біз Джейдің бөлмесінде ойыншықтарын жайып жатқан CNN-ге көшеміз. Ол келгенде, ол барып, жаңа ойыншық сатып алуды талап етіп, оны қорлай бастайды. Ол үзілді кесілді бас тартады, бірақ ол оған тоқтаусыз жалбарынуды жалғастырады. Ол оның қаншалықты табанды болуы мүмкін екенін жақсы біледі және ол оның оны сатып алғанын қалайтынын түсінеді. Өйткені ол оған осы ойыншықты сатып алғанын қалайды. Ол қатты мұңайып, заттарын жинап, онымен сөйлесуді тоқтатамын деп шешіп, бөлмесінен шығуға дайындалып жатыр. Ақырында ол оны мазаламауын тоқтату үшін оны сатып алуға келіседі. Ол жалғыз барудың орнына оны өзімен бірге алып кетуді шешеді. Бірақ ол бас тартады және оны өзі барып сатып алуын талап етеді. Ол оның кесірінен банкротқа ұшырайтынын сезеді. Сондықтан оны сатып алу үшін өзімен бірге біраз ақша алып кетеді. Кетейін деп жатқанда, ол Кифердің ертең қайда баратынын сұрайтын хабарламаларын байқайды. Ал Юри сол сұрақты қояды. Ол екеуі де оны қатты ренжіткендей сезінеді. Сондықтан ол өзіне қажет дискіні сатып алу үшін кетіп қалады. Ол дүкенге оған қажет нәрсені таңдау үшін кіреді. Бірақ
кенеттен Дэвид пайда болып, оны қатты қорқытады. Өйткені ол одан бұрыннан қорқатын. Ол оған бұл үшін өз есебінен төлейтінін айтады, және ол бірден оны таңдауға барады. Өйткені ол оны оған сатып алатын адам. Кенеттен ол CNN-ден оған әдетте сатып алатын сусынға тапсырыс беруін сұрайтын хабарлама алады. Дэвид оны оған сатып алады, және ол дискіні сатып алуға жалғыз келгенін айтады. Өйткені оның ойлары соңғы уақытта өте бос емес. Ол оған бұл жай ғана апат екенін айтады. Бұл жай ғана ойлар. Кенеттен Кифер оның қайда екенін білгісі келіп, оған хабарлама жібереді. Бірақ оған бәрібір. Өйткені олар жай ғана дос, басқа ештеңе жоқ. Дэвид мұны байқап, олардың арасында бірдеңе бар деп ойлай бастайды. Ол оны өз болжамымен таң қалдырады, ал ол оған қатты ашуланады. Соған қарамастан, ол оған қамқорлық жасайды, және ол оның не істеп жатқанын мұқият бақылап отырады. Содан кейін оның көзі алқаға қарап, оның үстінде сақина бар екенін байқайды. Ол оның сыйға тартылғанын, бірақ оны әлі де дұрыс кие алмайтынын түсіндіреді. Ол бұл алқаны бір күні үйіне қайтуға көмектескен біреу сыйлағанын есіне алады, және ол адамның кім екенін білгісі келеді. Ол бұл туралы ойлана береді, бірақ Дэвид оған бұл кез келген адам, тіпті ойдан шығарылған кейіпкер де болуы мүмкін екенін, және оны оған беріп жіберген перс екенін айтады. Ол оның онымен кез келген жолмен байланысуға тырысқанын қалайды. Ол оны сендіруді жалғастыруда, өйткені ол онымен шынымен байланысқысы келеді. Ол тез жауап беру үшін суретке түсіп, оны оған жібереді. Шынында да жауап келеді. Ол оған алқасындағы сақинаны шешіп алу керектігін айтады. Әйтпесе ол қайтып келгенде Юриді өлтіреді. Ол қатты таң қалды. Уақыт өтіп жатыр. Көп уақыт өтті. CNN оның қорқынышты түрінен шошып кетті. Ол перстің оған неге бұлай айтқаны туралы ойлана бастайды. Ал CNN оның келбетін тоқтаусыз мазақ етуді жалғастыруда. Ол лақтырып жіберген телефонын алып келуге барады. Ол қазір шырылдап жатыр, бірақ ол жауап таба алмағандықтан одан құтылды. Оған Кифер қоңырау шалып жатыр екен. Ол үрейленіп, жауап беруден бас тартады. Бұл оны қорқытады. Ол одан Эманмен бірге дүкенге баруын сұрайды. Ол оны растайды. Ол керемет бақытты болып, әңгімені бірден аяқтайды. Эман олармен бірге бармайды, өйткені ол Рокки мен оның әпкесіне барады. Сондықтан ол жалғыз барады. Ол әдеттегідей жуынатын бөлмеге оны ренжіту үшін кіреді. Содан кейін Роккиге бару үшін кетеді. Ол Иманның келуін күтіп отыр, бірақ оны қазірдің өзінде күтіп тұрған бір топ бала бар екенін біледі. Ол олармен тағы да ұрысып қалуы мүмкін деп ойлайды, бірақ Иман келіп, оны өзімен бірге алып кетуге шешім қабылдайды. Оның ойынша, бұл жанжалмен аяқталуы мүмкін, және олар бірден кетіп қалады. Олар дүкенге бірге барады, сондықтан ол сыныпқа азық-түлік таңдай алады. Ол жүріп бара жатқанда, қасындағы адамға кедергі жасай бастайды, және басқа нәрселерді таңдай береді. Осылайша бәрі жақсы болатынын, және Киферді енді көрмейтінін анық көреді. Ол серуендеп жүргенде, оның қиялы жабайы болды. Оның кеудесіне қорқыныш ұялайды. Бірақ бірнеше минуттан кейін, ол мұның шындық емес, жай ғана ой екенін түсінгенде босаңсыды. Соған қарамастан, ол жүріп бара жатқанда, Юри мен Кифер оны барлық жерде елестетеді. Ол қайда қараса да, олардың қасында жүргендей сезінеді. Осыған байланысты ол бұл жерден мүлдем кетіп, жай ғана кетуді шешеді. Кенет оның алдынан күтпеген жерден Кифер шығады. Ол оны байқамай соқтығысып қалады. Ал ол оған қатты жақсы көретін кәмпиттерін әкеледі. Ол тәттілерді жақсы көретінін әзілдейді, бірақ оның дәмі мүлдем басқа, әсіресе ерні. Оның көзқарасы оған ұзақ қарайды. Бұл оны өте ұялшақ етеді. Ол ұялғанын сезеді, бірақ ол оны мүлдем елемейді және оған жауап беруден бас тартады. Әсіресе соңғы бірнеше күнде оған жауап бермегенін ескерсек, ол дұрыс емес нәрсе жасаған болуы керек деп ойлай бастайды. Ақырында олар сауда арбасын кім итеретіні туралы дауласа бастайды. Ақырында екеуі де оны бірге шешеді. Ол оған қалаған азық-түліктерін таңдауға мүмкіндік береді және тез бітіруді талап етеді. Сонда ол барып төлей алады. Сол кезде ол оған әкесі туралы бірдеңе білгенін айтады. Содан кейін кенеттен кетіп қалады. Ол Емонмен бірге дүкен аралауды жалғастырады, күледі. Өйткені CNN қазір Роккимен бірге және олар бірге уақыт өткізгенді ұнатады. Барлығы бақытты. Олар суретке түсуді ұйғарды және олардың барлығы CNN-дің олармен салыстырғанда ләззат алғанын көргенде қуанышты сезінеді. Олар бірге әзілдесіп, бірге күледі. Ол оларға алдымен алға шығуды бұйырады, ал кейінірек оларды қуып жетеді. Кенет оған Кифер телефон соқты. Ол олардың бірге барғанын қалайды, өйткені ол оған әкесі туралы білгендерін айтқысы келеді. Ол онымен бірге үйге келеді. Ол жерде оның күнде әртүрлі көлік жүргізетінін байқап, оның көліктері көп екенін түсінеді. Ол тіпті егер ол Юриден алыстап кетсе, оған бүкіл үйін беруге дайын екенін айтады. Ол оның өзіне ғана тиесілі екенін еске салады. Оның сөздері оған қатты әсер етеді, бірақ ол оған мұның бәрі дәл қазір шындыққа жанаспайтынын айтады. Осыған байланысты ол оны мәңгілікке өзіне тиесілі ету үшін оны шындыққа айналдыруды шешеді. Оның сөздері оны қатты сілкіндірді. Ол бірден кетіп қалды. Ол достарының үйіне қонаққа барды. Онда олар көңілді уақыт өткізеді. Олар оны Кифер екеуінің арасында болған сүйісу туралы мазақ етеді. Бұл оның өзін жайсыз сезінуіне себеп болды. Сондықтан ол тыныш отырған Селикске жақындайды. Осыған байланысты Селикс адрестен Америкада тұратын және сол жерде маңызды кәсіпкер болып табылатын әкесінің суреттерін әкелуін сұрайды. Көптеген фотосуреттер келеді. Ол Персидің қатысы болуы мүмкін және олар бірге болуы мүмкін деп ойлай бастайды. Селикс олардың шынымен
онымен бірге болуы мүмкін деген ойға таңғалды. Бірақ бұл олардың қолындағы ақпаратпен қол жеткізе алатын ең үлкен нәрсе. Ол олардың шынымен бірге екенін немесе жоқ екенін білмейтінін және шындықты мүлде білмейтінін түсінеді. Ол қатты таңғалды. Барлығы ренжіді. Ол қазір оның жүрегін қаншама сұрақтар басып жатқанын және оған қаншалықты жауап қажет екенін ойлайды. Кифер оған қанша сұрақ қойса да, ол оның жанында болып, оған жауап беретініне уәде беріп, оны тыныштандырады. Ол оған әкесін табуға көмектескені үшін алғыс айтады. Ол болған оқиғаның бәрін ойлап кетіп қалады. Оның жүрегі қайта-қайта қайғыға толы. Элла оның жылап тұрғанын байқап, не болғанын түсінбейді. Ол оған әкесі туралы бірдеңе білгенін және қуанудың орнына мұңайғанын айтады. Өйткені олардың жағдайы өте қиын. Ол оны жұбатуға тырысады және оны қайғылы күйден шығару үшін әзілдей бастайды. Ол оған анасының оған жеке пәтер сатып алғысы келетінін және оның тәуелсіз болғанын қалайтынын айтқанын айтады. Ол мұны ең жақсы шешім деп санайды. Өйткені ол әрқашан жалғыз болды. Ол оған көмектескісі келеді және оның жанында болғысы келеді. Бірақ ол немқұрайлы болғандықтан ол үшін алаңдайды. Ол кез келген жерді бұзады. Олар төбелесіп жатыр. Ол бірден кетіп қалады. Содан кейін ол Дэвидке Персиге оның өмірінен жоғалып кетуін және оның алдында ешқашан көрінбеуін сұрайтын хабарлама жібереді. Тағы да оның алдында және ол оған мүлдем қарамайтынын айтты. Дэвид абдырап қалды. Сондықтан ол Пирске дәл осындай хабарлама жібереді. Ол досы туралы ойлана береді және оған қоңырау шалады. Пирс оған келеді. Осы кезде Дэвид оны кінәлай алмайтынын сезеді. Бірақ ол Кифердің не болғанын білгенін қаламайды. Өйткені Кифер білсе, Пирске ешқашан жол бермейді. Оған қайта жақындай бер. Дэвид оған Дж.ға қамқорлық көрсеткені үшін алғыс айтып, Америкадағы сүйіктісіне алаңдайтынын және оның сол жерде екенін тексеріп жатқанын түсіндірді. Ол оған Дж.ға ешбір жағдайда ғашық болмауды және оның тезірек оралуын ескертеді. Пирс мұңайып тұр. Анасы оған тамақ әкелуге келеді және оның еліне қайта оралуына рұқсат бермейді. Ол өзінің денсаулығына көңіл бөліп, сол жерде болған жағдайға байланысты барлық жаман нәрселерден аулақ болу керек деп талап етеді. Кенеттен оның әкесі пайда болады. Ол Дж.ның әкесі болып шығады. Бұл таң қалдыратын тосын сый. Осыған байланысты Пирс Дж.ның ағасы болып саналады. Сим кетуге дайындала бастайды. Осы кезде Юрий оған қоңырау шалып, онымен бірге шіркеуге баруын өтінеді. Ол қазірдің өзінде оған қарай бет алып, оның келуін талап етіп жатыр. Содан кейін Кифер оған қоңырау шалып, не істеп жатқанын сұрайды. Ол киінуге барады және оған Юриймен кездесуге баратынын айтады. Ол оған рұқсат береді, бірақ ол кешікпесе ғана, ол бірден кетіп қалады. Өйткені ол оған жақындау дұрыс нәрсе екенін сезеді. Ол онымен бірге шіркеуге барады, бірақ ол әлі күнге дейін үйленетінін елестете алмайды. Бірақ басқа амал жоқ. Өйткені оның отбасына бұл қажет. Ол оның орнына оны ғибадатханаға апарамын деп ойлағанын мойындағанда, ол оған күледі. Өйткені ол жапондық және бәрі. Ол оны мазақ етіп, жылы күледі. Кенеттен оған қатты таңданатын көптеген қыздар пайда болады. Ол оны өзінен кем нәрсе ретінде көретінін сезеді және неге олармен осылай дауласып жатқанын түсінбейді. Бірақ ол оның өзіне деген сенімділігін арттырып, оның өзі қалағанның бәрі екенін, оның бәрінен де жақсы екенін сезінеді. Олар әрі қарай не істейтіні туралы келісімге келді. Олар оның үйіне барады. Ол суреттерді қарай бастайды. Ол оған өзінің сүйікті тағамын әкеледі. Ол әлі күнге дейін есінде. Ол оның ескі суреттерін көргенде өзін бақытты сезінеді және оған ойнақы күледі. Ол өткен күндердің естеліктерін, олардың баяғыда басынан өткерген сәттерін айтып береді. Содан кейін Пирс олармен бірге болды. Ол эмоционалды болды, бірақ бұл олардың осылай бірге түскен соңғы суреті екенін түсіндіреді. Әңгіме тынышталып, бірге тамақ әзірлеу үшін оны өзімен бірге алып кетеді. Ол оны кенеттен ұрып жіберді, өйткені ол оны сиыр деп атайтын сөзді айтып жатыр. Бұл оған бұрынғы бірдеңені еске түсіреді, бірақ ол әзілдегені анық. Ол онымен жай ғана дос болуды сағынатынын мойындайды, өйткені дәл қазір бәрі күрделі болып көрінеді. Ол оған сүйкімді нәрселерді, қарапайым жапон сөздерін үйрете бастайды және ол оларды жақсы орындағанына қуанышты. Ол кенеттен жапон тілінде оған деген сүйіспеншілігін мойындамайынша оған көбірек үйрете береді. Ол қатты таңғалды. Ол оны тез сүйеді, ал ол сүйіспеншілікке жауап береді. Бірақ кенеттен ол ауырып қалады. Қанды көрген сәтте оның ішіндегі барлық нәрсе төңкеріліп кетеді. Оның басынан көптеген естеліктер өтіп, фобиясы қайта оралды. Ол не болып жатқанын түсінбейді. Ол оның Киферге қоңырау шалғанын қатты қалайды және ол еріксіз жылайды. Ол оған қатты өкінеді. Уақыт өтіп жатыр. Ол оны тыныштандырып, жігерлендіріп, қасында қалады. Ол одан не болғанын айтпау керектігін айтып, кешірім сұрайды. Бірақ ол оны қабылдайды. Өйткені ол әлі де оның досы. Ол оған айтқанын түсіндіреді. Өйткені ол бұрын оған не болғанын бұрыннан біледі. Қанды көрген сайын оның басынан өте дұрыс емес нәрселер болатынын біледі. Ол бір кездері бұл жай ғана фобия деп ойлаған. Бірақ кейін ол нашарлап, айналасындағы адамдарды ренжіте бастады. Қанша есіне түсіруге тырысса да, оның қалай басталғанын есіне түсіре алмайды. Мұндай жағдай оған көп жағдайда болды және ол өзін ұстай алмады. Кифер бұл туралы бұрыннан білетін. Сондықтан ол одан қоңырау шалуын өтінді. Ол келісімді бұзудан бас тартады. Ол оған оны жақсы көретінін және әрқашан жақсы көретінін айтады. Ол оған оны асыра алмауға кеңес береді. Уақыт өте келе ол бәрін түсінеді. Ол оның демалып, өзін қауіпсіз сезінгенін қалайды. Ол оны ақырын сүйіп,
оған шын көңіл бөлетін шынымен жақсы адам екенін көрсетеді. Ол іштей болып жатқан хаосты ауыздықтауға тырысып, өзін біріктіреді. Ол оны үйіне ертіп барады және бірге өткізген тамаша күні үшін алғыс айтады. Ол ертең тағы келетінін айтқанда, ол оған сенен мен кездесуге баратынын айтады. Ол қоштасып, кетіп қалады. Ол ақыры жеңілдеп қалды, бірақ кенеттен Кифер пайда болды. Ол оны күшпен ұстап алады. Олар бірге жүреді. Ол оған ренжігені анық және оның Юриге не істегенін білгісі келеді. Ол оған шіркеуге барып, бірге тамақ әзірлегендерін айтады. Ол оған бәрін айтып береді. Ол одан кейін не болғанын білгісі келеді. Мұның бәрі оған қатты әсер етті. Ол оған өтірік айтқысы келмейді, бірақ ол оған шындықтың бір бөлігін ғана айтады. Ол оған неге бұлай істейтінін, бір-біріне жаратылған кезде неге бір-біріне осылай жасайтынын түсінбейді. Ол оның жағдайын білетінін және оған қысым жасамау керектігін айтады. Ол оған Юриді шынымен жақсы көреді ме, жоқ па деген тікелей сұрақ қояды. Ол мұны растайды және оны аз да болса жақсы көретінін айтады. Сондықтан ол үйленуге келіскен. Сол сәтте ол олардың жаңа жыл қарсаңындағы сүйісулерін, оларды осында әкелген сәтін есіне алып, одан қазір ол үшін нені білдіретінін сұрайды. Ол ақыры оған айқайлағанша жауап беруді талап етеді. Ол оған болып жатқанның бәріне сенімді емес екенін айтады, бірақ оның үйленуіне байланысты Юримен бірге болғаны дұрыс. Егер оның кесірінен басқа біреу жарақат алса, ол шыдай алмайды. Ол үнемі Кифер туралы ойласа да, ол әлі де жылай бастайды. Ол оған әрқашан ол үшін қорқатын және кез келген жағдайда оны қорғайтын жалғыз адам болғанын айтады. Юриден айырмашылығы, ол анасыз өскенде, әкесі тастап кеткенде және бауырларын жалғыз тәрбиелегенде не болып жатқанын және оны қалай әлсіз деп санайтынын түсінбейді. Ол оған оны тастап кетпеуін айтады, өйткені ол оны шынымен жақсы көреді. Ол оны қатты құшақтайды, екеуі бірге жылайды. Ол оған қандай жағдай болмасын, тіпті Юриді таңдаса да, одан басқа ешкімді қаламайтынын айтады. Ол оған деген сүйіспеншілігін дәл осы жерде және қазір мойындайды. Ол оған Кифердің айтқандары сұрақ емес екенін, бірақ оның жауабын бұрыннан білетінін айтады. Ол оған да оны жақсы көретінін айтады. Ол бірден оны құшақтайды және олар бірге жылайды, бір-бірін жұбатады, тек бір-біріне көңіл бөледі. Ол ақыры Киферді таңдады, сенен қатты қорылдайды. Ол армандарына батып ұйықтап жатыр және біреумен қатты ұрысып жатыр. Ол табиғатынан шынымен де біртүрлі бала, тіпті түсінде де үнемі күйзеліске ұшырайды. Одан айырмашылығы, Джейджи ояу отырады. Шынымен бақытты болып көрінген кезде, оның ойлары Кифермен өткізген уақытына, ол оған деген сүйіспеншілігін мойындаған және ол өзінің сүйіспеншілігін мойындаған кезіне оралады. Оған қайта оралыңыз. Бұл естелік оның жүрегін қуанышқа толтырады. Бірақ сонымен бірге ол ұйықтап жатқанда, сененнің күтпеген реакцияларынан тыныш қорқады. Оның ойы кенет Киферге ауып кетті. Дәл осы сәтте оның ойынан туындағандай телефон шырылдады. Бұл ол. Оның жүзі әп сәтте жарқырап тұрады. Ол телефонға жауап береді. Ол оның жағдайы жақсымы деп сұрап, оны тыныштандырады. Ол үйге кеш келгені үшін ұрысып қалғанын айтады. Жартылай қалжыңдап, жартылай байсалды түрде Кифер олардың барлығына одан жүкті екенін айтып, жай ғана үйленуді ұсынады. Ол күліп, оны жынды деп ойлап, төсекке жатуын айтады. Бірақ Кифер көңілін қалдырмайды. Ол олардың бір-бірін түсінде әртүрлі жерлерде қалай көретіні, түсінде қалай кездесетіні туралы айта бастайды. Ол өзінің сүйіспеншілігін тағы да мойындайды. Бұл жолы оны соңына дейін және одан да көп жақсы көретінін айтады. Шошып кеткен Джейджи оның да оны жақсы көретінін айтып сыбырлайды. Дәл осы сәтте сенен кенеттен оянып, оның сөзін естиді. Оның жақсы көретін адамы бар екенін түсінгеннен кейін, ол мұрнының астына бірдеңе деп күбірлеп, оның кім екенін білу үшін кіммен сөйлесе де күресуге дайын бөлмеден бірден жүгіріп шығады. Кенет арыс пайда болып, екеуін де тоқтатып, тыныш болыңдар. Өйткені бәрі ұйықтауға тырысады. Кейінірек оның қыдырып жүргенін тапқаннан кейін сенен мен тағы дауласа бастайды. Ол оны қайтадан төсекке жатқызады. Қандай жағдай болмасын, ол Кифердің сөзіне қатты қуанып, жүрегі нұрға толы болып жатып қалады. Келесі күні келіп, барлығы бірге сабаққа барады. Қатты шаршады және оны түні бойы ұйықтатпады деп айыптап, сенен мен дауласуды жалғастыруда. Бұл арада сенен оның ғашық болғандықтан ұйықтамағанына сенеді. Олардың төбелестері Юри кенеттен тамақ алып келгенше жалғасады. Олар әп сәтте жанданып, бірнеше күннен бері тамақ ішпеген қайыршылар сияқты әрекет етеді. Джия не болғанын қалай түсіндірерін білмей, Киферден аулақ болуға тырысады. Ол оның келуін күте береді, бірақ оның мінез құлқын байқап, Кифердің бүгін келмейтінін айтады. Өйткені әкесі оның үйіне келген және олар қазір үлкен қиындықтарға тап болып отыр. Ол немқұрайлы кейіп танытып, оған мүлдем қамқорлық жасайтынын тез арада жоққа шығарады. Бірақ бұл шын мәнінде анық. Ол оны барлық жерден іздейді. Ол әдеттен тыс тыныш болды және Киферді сағынғаны анық. Содан кейін сенен кеше түнде болған оқиғаны айтып береді. Джейджи өзінің жақсы көретін адамымен сөйлесті. Ол басқа бірдеңе айта алмай тұрып, кенет мысық пайда болып, оның артынан жүгіреді. Мысықты қуып келе жатқанда,
Олар оның тамағын ұрлап кетеді. Ал Джейджи оны қайтару үшін дереу олардың артынан жүгіреді. Күндіз CNN ұйықтап қалады және ол мысық Эдди туралы армандайды. Сонымен бірге Джейджи Кифер туралы ойлауды жалғастырады және ол бірнеше күннен бері мектепке келмегендіктен уайымдайды. Ол өзін өзі тыныштандыруға тырысады. Бірақ CNN мысық сияқты бір түрлі мияулаған дыбыстарды шығара бастайды. Ол қорқады. Ол шынымен де тым оғаш. Оның ойы Киферге қайта оралады. Кенет оның телефоны шырылдады. Бұл Кифер. Ол оны сағынғанын айтады. Ол оған не болып жатқанын және неге оған ештеңе айтпағанын сұрайды. Ол оны тыныштандырады. Ол туралы және сыныпта не болып жатқанын сұрайды. Ол да оны сағынғанын мойындап, тіпті хабарлама жібермегеніне және ештеңе түсіндірмегеніне шағымданады. Ол оның қандай қиындыққа тап болғанын түсінгісі келеді. Кифер ақыры оған бұл отбасылық мәселелер екенін айтты. Ол оған тіпті отбасылық мәселелер де оған хабарлама жібермей ақ оның мүлдем жоғалып кетуіне әкелетінін айтты. Ол туралы алаңдай береді және жасырын түрде Кифер оған қаншалықты қамқорлық жасайтынын жақсы көреді. Ол оның қамқорлығын керемет сүйкімді деп санайды және оның бұл жағын қаншалықты жақсы көретінін өзіне мойындайды. Ол оны дәл қазір көре алмайтынына өкінеді. Ол оған суретін жіберуді ұсынады, бірақ ол оны мазақ ететін ұятсыз әзілмен таңғалдырады. Ол жай ғана қалжыңдадым деп күледі. Соған қарамастан, ол не болғанын білгісі келіп, оған қысым көрсетуді жалғастыруда. Бұл әңгіме Киферді 3 күн бұрын әкесі келіп, бәрін құртқан күні қайтарады. Қызметшілер жағдайды тыныштандыруға тырысты, бірақ Кифер үйге баса көктеп кіріп, оның ағалары мен әпкесінің, әсіресе кішкентай Кареннің жағдайын бірден тексерді. Ол оларды қатты құшақтап, бәрі жақсы болады деп уәде берді. Олар қатты қорқады, өйткені олар елге оралғаннан кейін әкесімен бірге барғысы келмейді. Кифер өзінің кәмелеттік жасқа толғанын және олардың қамқорлығы үшін күресетінін түсіндіреді. Ол алдымен туған күнін тойлауы керек. Ол оларды қандай жағдай болмасын бірге болатынына сендіреді. Дегенмен Кифер өзін мүлдем жоғалғандай сезінеді. Оның бауырлары, оның бүкіл отбасы және ол оларды қалай дұрыс қорғау керектігін білмейді. Ол адвокат Райдерге қоңырау шалып, әкесі туралы айтқысы келеді. Оның ең жаман қорқынышы орындалды. Әкесі қайтып келеді. Ол анасы қайтыс болғаннан кейін үнемі қорқатын. Ол қорғаншылық алу үшін барлық заңды құжаттарды дайындауды шешеді. Бауырларының үстінен Джейдж бұл туралы білгенде, ол қатты таң қалады. Тағы бір күн өтіп жатыр. CNN әдеттегідей мен дауласуды жалғастырады. Кенеттен Элламен бірге кейбір ер адамдар пайда болғанша, олар Ға Кифердің отбасы олардың келгенін қалайтынын хабарлайды. CNN қорқады, өйткені әдетте Кифер мұны ешқашан жасамас еді. Ол бірден оның әкесі болуы керек деп күдіктенді. Оның қорқынышына қарамастан, Джейдж баруға шешім қабылдады. Олардың бәрі бірге кетеді. Олар келгенде, олар бүкіл сыныптың болып жатқан оқиғадан әбден абдырап қалған Кифердің үйіне жиналғанын көреді. Олар күтіп тұрғанда, бұл жерде шиеленіс атмосферасы орнады. Содан кейін кенеттен Кифердің әкесі қорқынышты, қатыгез адам пайда болады. Ол барлығының бар екенін байқап, оларды салқын қарсы алады. Оның бұрынғыдай шыдамды емес екені бірден белгілі болады. Ол оларды ұлының достарымен кешкі асқа шақырғанын түсіндіріп, ішке кіруге шақырады. Осы кезде тағы бір көлік келеді. Бұл Кифер, Юри және басқалары. Олар бәрінің жиналып жатқанын көріп, жаман ештеңе болмайды деп үміттенеді. Олар уайымдап, әкесі олардың барлығын неге осында жинағанына таң қалды. Сонда да олар оның соңынан ішке кіреді. Атмосфера адам төзгісіз, ыңғайсыз. Барлығы үйге кіргенде шиеленіс әр бұрышты толтырады. Өзін жайсыз сезініп, үй жайды аралап жүріп, баспалдақпен көтеріле бастайды. Осы кезде Кифер Юриді және оның бауырларын жинап, олардан ынтымақтасуды сұрайды. Ол әкесінің оларды осында бір себеппен әкелгенін біледі. Оның басқа мотиві бар екені сөзсіз. Олар шындықты түсінеді. Оның әкесі Каренді алғысы келеді. Ол бір кездері Кифердің қамқорлығын алу үшін Каренді ұрлап кеткен. Бұл жолы ол мұны істеуге тырысады. Джейдж тағы да шошып кетті. Кифер оған бірдеңе болып қалса, Каренді алып, сол жерден алып кету керектігін айтады. Джейдж оларға көмектеседі. Ол оны жағдайдың қаншалықты ауыр екенінен қорқытады. Бірақ достары оны қорғайтынына сендіреді. Ол одан Каренді аман есен шығарып алу үшін кез келген нәрсеге келісуін сұрайды. Ол келіседі. Кифер бірден ағасымен бірге кетеді. Ол кетер алдында Джны қатты құшақтайды. Ол соңғы кездері бос емес болғаннан кейін оны қатты сағынды. Ол жағдайды түзетуге уәде береді және одан ол үшін мықты болуын сұрайды. Ол оны қайтадан құшақтап, жұбатуды қажет етеді, өйткені ол оны шынымен жақсы көреді. Ол оған осы қиын уақытта қолдау көрсеткені үшін алғыс айтады. Ол кетуге бұрылғанда, ол оны тоқтатып, жібермес бұрын тез сүйеді. Кейінірек бүкіл сынып олардың алдына жайылған тамақтың көптігінен қуана ләззат алады. Күліп, оны бірге жейді. Бірақ міне, көлеңкеде Кифердің әкесі мен оның адамдары пайда болады және олар бірге отырады. Оның адамдары жан-жағынан қоршалған. Әкесі Кифермен сөйлесіп, оны әлі де өзіне және бауырларына қатысты міндеттері бар екенін айтып, оны тыныштандырғандай кейіп танытады. Кифер оны үнсіз қарғайды. Олар оның үйінде болғандықтан ғана өзін ұстайды. Оның әкесі барлығының осында жиналғанына назар аударады. Содан кейін Эллаға бұрылып, оның ұзақ уақыт бойы отбасымен бірге болғанын айтады. Уақыт келді. Содан кейін оның көзқарасы Джейджиге ауысады. Ол оған қызыға қарап, атын сұрайды. Ол оған өз атын тікелей айтады. Ол бұл есімнің таныс болып көрінетінін айтып, оны ақырын қайталайды да, оның отбасы,
ата-анасының кім екендігі туралы сұрай бастайды. Кифер бірден араша түсіп, оны тоқтатуға тырысады. Бас тартқысы келмейтіні анық. Ол әрі қарай қазуды жалғастыруда, бірақ Джейджи сабырлы түрде оның әкесінің аты Джаспер Мариано, ал анасының аты Джана Фернандес деп жауап береді. Дәл осы сәтте оның бет әлпеті өзгереді. Ол әлемнің қаншалықты тар екенін байқап, оның отбасы оның телекоммуникациялық компаниясының акцияларына иелік ететінін түсіндіреді. Ол тіпті анасының әпкесінің есімі Джема екенін және ол туралы жақсы білетінін айтады. Ол оның отбасының алыс туыстары екенін салқын түрде қосады және ол ешқашан жақсы әйел болмағанын айтып, анасын абайсызда қорлайды. Осы кезде Кифердің ашуланғаны сонша, ол жұдырығымен үстелді күшпен ұрып, қолындағы шыны кесені сындырды. Қан төгіліп жатыр, бірақ оған бәрібір. Ол орнынан тұрады. Қолдарыңызды көтеріп, әкесінің шынымен не қалайтынын және мұның бәрін не үшін істеп жатқанын айтыңыз. Жауап ретінде әкесі оған қол қоюды талап ететін құжаттарды, егер Кифер бәрін толық жеткізбесе, Каренді алып кетуге мүмкіндік беретін құжаттарды ұсынады. Кифер бұл ақшаның анасына тиесілі болуы керек екенін түсінгенде, әкесі мұны салқын түрде жоққа шығарып, анасының ешқашан өз ақшасы болмағанын, өйткені ол одан компанияны ұрлап кеткенін айтты. Бұл Киферді оның шегінен шығарады. Ол ашудан дірілдеп әкесінің дәл алдында тұр. Әкесі ашулана бастайды да, артқа шегініп, өз адамдарына Киферді күшпен ұстауды бұйырады. Жағдай өз шегіне дейін қыза түсуде. Кифер қарсылық көрсетеді, ал студенттер оларды бөлуге тырысып, бөлмеге кіріп кетеді. Дүрбелеңде Джейджи Каренді тез ұстап алып, оны алып кетуге тырысады. Олар бірден қаруларын көтереді. Ер адамдар қарумен қорқытып, барлығын көшеге қуып жібереді. Оның әкесі не болып жатқанын абдырап, ашуланып бақылап отыр. Ол ұлы Кареннің қайда екенін білгісі келеді. Оның қайда екенін және жағдайдың неге соншалықты алысқа кеткенін білгісі келеді. Ол оны өзіне апаруды талап етеді. Ол Кареннің қайда екенін біледі деп сеніп, Джны ұстап алады. Ол мұны қатты жоққа шығарып, оған қарғыс айтты. Ол өзіне ұқсайтындарды жақсы танитынын айтып, оны ұлының ақшасын қуды деп айыптап, оны ақымақ деп атайды. Содан кейін ол бәріне бағынуға бұйрық беріп, айқайлайды. Тізерлеп отырыңыз, ер адамдар бағынады. Джейдж бас тартып, орнынан тұруға тырысқанда, ол оны қатты ұрады. Ол ауырсынуды көтере алмай, оны тоқтатуды өтініп, есінен танып қалады. Ол бас тартады. Ол Кифердің соққыға жығылғанын көрген сайын, ол қайтадан қарсылық көрсетіп, барлығын қайтадан қақтығысқа түсуге мәжбүр етеді. Оларды тоқтату үшін қаруларын қайтадан көтергенше. Ол Киферді тағы бір рет ұрып соғып, оған қол қоюды талап етіп, құжаттарды жақындатады. Кифер бас тартады, бірақ әкесі оны бәрібір мәжбүрлеуге тырысады. Джейджи оны тоқтатуға тырысып, араша түседі. Қалғандары одан мұны жасамауын өтінеді, бірақ ол кенеттен тактикасын өзгертіп, оны арандатып, қорықпай батыл сөйлейді. Ол оған бұл туралы ашық айтады. Ол ешқашан студентті өлтірмес еді. Егер ол мұны істесе, оның беделі жойылып, барлық компанияларынан айырылатын еді. Оның сөздері нысанаға тиді. Ол жарылудың орнына жымиды, көңілді бола жаздады. Ол өз адамдарына қаруларын төмен түсіргенін айтып, қаруларын түсіруді бұйырады. Ол айтып отырған сабақ кейінірек кейінге шегерілетінін айтады. Сосын олардың барлығын жіберіп, кетіп қалады. Бәрі біткен сәтте Джейджи енді өзін ұстай алмайды. Ол шынымен өлемін деп ойлады. Оның батылдығын көргенде бәрі оған құрметпен қарайды. Бірақ Кифер кенеттен оған секіріп, ашуланып айқайлайды. Ол оған ештеңеден қорықпайтын, кәсіби өлтіруші Диланмен бетпе-бет келгенін айтады. Карен келіп, уайымдап, оның жақсы екенін тексеріп жатыр. Олар кетуге шешім қабылдайды. Кифер оған енді ешқашан мұндай әрекетке бармауын және асығыс шешім қабылдамас бұрын ойлануды қатаң ескертеді. Юри де ол үшін алаңдайтыны анық және Кифердің ол үшін қаншалықты қорқатынын біліп, Джны жұбатуға тырысады. Уақыт өтіп жатыр. Ол CNN-мен кешкі асқа барады. Ал Кифер оған хабарлама жібереді, бірақ ол жауап бермейді. Ол оның оған айқайлағанына әлі де ренжіді. CNN оның басқа ғашығы болу керек екенін және Кифер екеуінің арасындағы кикілжің жай ғана ғашықтардың төбелесі екенін айтып әзілдейді. Ол мұны бірден жоққа шығарады. Ақырында ол оған шын мәнінде не болғанын айтады. Ол өз өмірін құрбан етуге дайын болды. Оның орнына оның оған айқайлағаны ғана болды. Кифер CNN-ге Анджело арқылы сөйлесудің орнына төмен түсуін айту үшін хабарлама жіберді. Ол оған ашуланып жақындады. Ол оны қалдыру үшін сылтау ретінде одан кәмпит алды. Олар бірге жүреді және олардың арасында шиеленіс пайда болады. Ол болған оқиғаға ренжігенін мойындайды. Ол оның да өз ойын түсінгенін қалайды. Олардың әрқайсысы жағдайды өзінше көрді. Ол оны құтқарғысы келгендіктен әрекет етті. Ал ол оны жоғалтып алудан қорқып, оған секірді. Ол оған ант бере бастайды және ол оны әдеттегі келісімінің бір бөлігін орындады деп ойлайды. Бірақ ол оны жіберуден бас тартады. Ақырында ол бас тартады. Ол оның дұрыс айтқанын және оның бауырларын құтқарғанын мойындап, оған шын жүректен алғыс айтады. Ол сондай-ақ әкесімен болған оқиғаның өте ауыр болғанын мойындайды. Бұл оның естеліктеріне есік ашады. Ол өзінің балалық шағын есіне алады. Өйткені әкесі оны үнемі қатыгез сынақтарға ұшыратып, оның ешқашан жеңілуіне жол бермейді. Ол Юримен үнемі ұрысып жүргенін есіне алады. Бір кездері ол әкесінің бәріне жауапты екеніне сенген, әсіресе Анджеломен алғаш кездескенде. Анджело да әкесі сияқты тізгінсіз болды, бірақ қатыгездіктің орнына ол оны жақсы көретін адамдарын қорғау үшін өз күшін басқаруға үйретті. Ол әкесінің кішкентай кезінде анасын қорлағанын есіне алады. Оны ақшасын ұрлады деп айыптап, оны ренжітті, балаларға мүлдем мән бермеді. Бәрі олардың балалық шағы үздіксіз азап болды. Анджело араша түсіп,
анасын қорғау үшін оның күшеюіне көмектесті. Оларды одан алып кеткенде ол Каренге жүкті болып қалды. Бұл оларды қайтадан біріктірді. Бірақ ештеңе өзгерген жоқ. Әкесі анасымен ұрысып қала берді. Бір күні Кефир ақыры оны қорғауға тырысты. Ол оны тоқтатпақ болды, бірақ ол әлі де әкесіне шабуыл жасап, оны құтқарғысы келді. Басқа ештеңеге мән бермей, әкесі оны мұрагерліктен айыруға тырысты. Кефир бұл істі аяқтағалы жатқанда, анасы араша түсіп, оны ұрып, соғып, өзін құрбан етіп, қашуға мәжбүр етті. Оның әкесі одан сайын қатыгез бола бастады. Ол есінен танып қалғанша оны ұрып соғатын. Кефир оны оятуға тырысып, дәрменсіз қайтып келді. Бірақ ол әлдеқашан өліп қалды. Ол оны қорғай алмады. Ол осы сәтсіздіктен кейін шынымен қайғылы өмір сүрді. Бірақ қазір ол әкесінің бауырларын тартып алуына ешқашан жол бермейтініне ант береді. Сондықтан ол төбелесіп жатыр. Сондықтан ол шегінбейді. Ол бір кездері әлсіз еді. Бірақ қазір олай емес. Мұның бәрін естіген Джейджи жылап жіберді. Ол әкесінің шын мәнінде қандай құбыжық екенін және Кефирдің басынан өткергенін түсінеді. Ол өз өмірін қиын деп ойлады, бірақ оның азабы одан да тереңірек болды. Әкесі екінші рет тұрмысқа шыққаннан кейін ол олардан бәрін алу үшін оралды. Олар кетуге шешім қабылдады. Кефир оған оның өмірін қайта қатерге тіккенін қаламайтынын нық айтты. Ол жақсы көретін адамдарын қорғағысы келеді. Ол қатты ренжігеніне қарамастан, оны тыныштандыруға, күлдіруге тырысады. Ол оны үйіне ертіп барады. Оған қамқорлық жасайды. Ол жоғарыға көтеріледі, ал ол кетіп бара жатқанда оны бақылап отырады. Бірақ ол үйге кіргенде, Арсуған үйге кеш келді деп айқайлайды. Ол Кефирге ғашық болып жатқанын түсініп, ажырасып кетеді. Бірақ сонымен бірге Юриге де, Кефирге де деген сезімін қалай сезінетінін түсінбейді. Ол Анджело бұл туралы білмейінше, оны тоқтату керек екенін біледі. Арсуған Кефирді жақсы көретіні анық екенін ашық айтады. Бірақ ол Кефир оны кек алу үшін пайдаланып жатыр деп сенеді. Оның айтуынша, Кефирдің оған айтқан сүйкімді сөздері бір кездері оған да айтылған. Ол оған айқайлап, Кефирдің әрекет етудің орнына оны манипуляциялап жатқанын талап етеді. Оның ауыр сөздері оның жүрегін жаралап, шексіз жылайды. Қайғыға батқан жалғыз отырған кім? Оның санасы мазасыз. Ол басындағы барлық нәрсені қайта-қайта айналдырады. Ол әлдебір арамзаның Кефирдің айтқан сөздері, бірнеше рет қайталаған сөздері үшін оның сенімін қалай шайқауға тырысқаны туралы ойлана береді. Ол оны манипуляциялауға тырысып, оның эмоцияларымен ғана ойнады ма деп ойлайды. Бірақ тереңде ол бұған мүлде сене алмайды. Бір секундқа емес. Ол Кефирдің оған қалай толық сенгенін, оған жүрегін ашып, әкесі екеуінің арасында болып жатқанның бәрін айтып бергенін есіне алады. Олар бір-біріне сенді, иә, олар да бір-бірін жақсы көрді. Мұны түсіну оны жылулыққа, сонымен бірге ұятқа қалдырады. Ол шешімді болады. Ол Анарсқа хабарлама жіберіп, оған қарым-қатынасы туралы, енді жасыра алмайтын шындық туралы айту керек деп шешті. Осы хабарламаға байланысты телефон шырылдады. Бұл Кефир. Ол мұны оның даусынан бірден естиді. Бірдеңе дұрыс емес. Оның үні басқа, дірілдеп тұр. Ол оның жылағанын түсінеді. Оның ойлары әп-сәтте спиралға айналады. Арсуған шынымен бірдеңе жасады ма? Ол оны ренжітті ме? Оның ішінде ашу, ыза пайда болады. Ол өткір және қорғауды қажет етеді. Ол егер Арс сызықты кесіп өтсе, оның салдарына қарамастан оны ұрамын деп шешеді. Ол оны кез келген жағдайда одан аулақ ұстайды. Ол үшін дауласуға, төбелесуге, отбасының кез келген мүшесімен бетпе-бет келуге дайын. Ол оған бұл туралы айтқан кезде, ол оған жынды сияқты қарайды, бірақ оның ессіздігінде тыныштандыратын нәрсе бар. Ол оған оны жақсы көретінін ашық айтады. Ол мұны қайта-қайта қайталай береді, өйткені оны шексіз қайталау оны мәңгілікке қорғай алады. Ол басқа нәрсені қалап, оны тоқтатады. Ол үлкен сөз сөйлегісі келмейді. Ол жай ғана мен сені сүйемін деген қарапайым сөздерді естігісі келеді. Сондықтан ол мұны тағы да қайталайды. Бұл жолы ол өзінің махаббатын бүкіл ғаламмен, орасан зор және шексіз махаббатпен салыстырады. Оның шекарасы жоқ. Екеуі де күлімсіреп, бақыт шиеленісті бұзады. Ол оны Анджело білсе, төбелеске ұласса да, онымен сөйлесетініне сендіреді. Оған бәрібір. Ең бастысы ол оған өзінің сүйіспеншілігін ашық, шынайы түрде мойындайды. Ақырында ол да оған деген сүйіспеншілігін мойындайды. Осы кезде сенен пайда болады және көңіл күй бірден өзгереді. Ол тітіркенеді, өйткені ол оның өміріне үнемі араласады. Әрқашан дұрыс емес уақытта пайда болады. Ол оны ұнатады деп ойлайды. Әсіресе ол өзін әдемі деп санайтындықтан. Бірақ оның ештеңені дұрыс түсінбеуіне жол бергісі келмейді. Оның үнемі қатысуы оны қатты алаңдатады. Ол оны ұрып соғып, ауырған жеріне тура соқты. Бұл оның жарасы. Оны әлі күнге дейін ауыртып келеді. Ол кетпекші болғанда, олар ұрысып қалады. Себебі анасы пәтерге жиһаз әкелген. Олар жақында көшіп кетеді. Ол онымен қалжыңдаса бастайды. Оны жалғыз қалдырғаны үшін мазақ етеді. Оның кетіп қалады деген ойы оны сағынатынын түсінеді. Ол сонда қонаққа барамын деп уәде береді. Олар бірге әзілдеседі, күледі. Әсіресе ол бөлмені қалай күтіп ұстағаны туралы сөйлескенде. Ол үшін біртүрлі бақытты сезінеді. Өйткені ол ақырында өз үйіне ие болады. Ол тек өзіне тәуелді болады және басқалармен бірге тұрмайды. Бірақ осының бәріне қарамастан, оның жүрегі әлі де мазасыз. Ол әлі не істерін білмей тұр. Юрий екеуінің арасындағы жағдайға байланысты. Сырттай қарағанда, олардың арасындағылардың бәрі ыдырап бара жатқан сияқты. Ол бос орынға қарап,
өз ойына батып кетеді. CNN бірдеңе дұрыс емес екенін байқайды, бірақ оны жоққа шығарады. Ақырында олар ұйықтауға шешім қабылдады. Сол түні оның ойлары оны мазалады. Ол болашақты, алдағы күндерді ойлайды. Ол Юримен сөйлесу керек екенін біледі, әсіресе ол Киферді таңдағандықтан. Ол бұл отбасының ақыры ыдырап кетуіне жол бермеу үшін Юримен достығын сақтағысы келеді. Таң атып келеді. CNN тоқтаусыз ән айтуды жалғастыруда және ол шыдай алмайды. Оның дауысы оның басын ауыртады. Дүрбелеңде ол жоғарғы қабаттағы визиткасын ұмытып кетті, ал ол оны сыртта күтуді шешті. Содан кейін Арс пайда болды. Ол оған қарап, Юриге үйлену керек екенін ашық айтты. Ол оның әдемі екенін мойындайды, бірақ Киферді жақсы көрсе, Юриге қалай үйленеді? Оның сөздері жадында қалады. Ауыр және ыңғайсыз, бірақ өте шынайы. Ол Юриге шындықты айту керек екенін түсінеді. Ол оған Киферді жақсы көретінін айтуы керек, және ол Юриді одан сайын ренжітпес бұрын, немесе оны біржола жоғалтпас бұрын, онымен қарым-қатынасын тоқтатуы керек. Оның ойлары оны басып кетеді. Ол Юридің көзіне қалай қарау керектігін білмей мектепке барады. Ол оған кездесуді сұрап, хабарлама жіберуді ойластырып жатыр, бірақ ол қызуы көтерілгендіктен келе алмайтынын айтады. Ол үшін уайымдап, оған қамқорлық жасауын өтінеді, бірақ ренжігенін сезеді. Ол бәрін дұрыс түсіндіру үшін оны көргісі келді. Кенет Кифер пайда болады. Ол бәрі жақсы деп кейіп танытып, жақсы екенін талап етеді. Ол оған CNN Роккиге барғанын айтады. Содан кейін ол өзін кінәлі сезінетін шындықты мойындайды. Ол Юриге олардың арасында болып жатқанның бәрін айтуы керек. Кифер онымен келіседі. Оның да қарама-қайшы сезімдері бар. Ол олардың бір қызға қайта ғашық болып қалуының қалай болғанын білмейді. Ол не істерін білмейді, бірақ бір нәрсені анық біледі. Ол оны қалайды. Ол оның қасында болып, барлығымен бетпе-бет келгісі келеді. Тіпті бұл күресуді білдірсе де. Ол оған бірдеңе болып қалса, дереу телефон соғу керектігін айтады. Ол оған ойланбастан келеді. Осы кезде Юри үйде отырып, қатты жаттығып, ашуланып күйіп қалады. Ол өзінің ашуын айналасындағылардың бәрінен шығарады. Ол ауырып жатқандықтан оған баруды шешті. Оның жүрегі ауырады. Ол оның бақытты болғанын, ауыртпалықсыз тыныш өмір сүргенін қалайды. Ол ақыры өз шешімін қабылдады. Ол қазір оған шындықты айтып жатыр. Олар бірге отырады. Ол бірдеңе дұрыс емес екенін бірден түсінеді. Ол кешірім сұрайды. Дауысы дірілдейді. Ол оған тырысқанын, шынымен тырысқанын, бірақ Киферді жақсы көруді тоқтата алмағанын айтады. Оның сезімдері оны өзіне қарай тарта берді. Юри үнсіз тыңдайды. Содан кейін сөйлейді. Ол оған Киферді таңдайтынын басынан білгенін айтады. Кем дегенде ол тырысты. Кем дегенде ол да тырысты, бірақ ол ақыры жеңіліп қалды. Тағы да қайталаймын. Ол ақымақ емес, ол бәрін біледі. Ол тіпті жаңа жыл қарсаңында не болғанын біледі, бірақ ол оған бұл туралы ешқашан айтпаған. Оның шындықты ашуға көмектесетін адамдары бар. Содан кейін оның үні суып кетеді. Ол оған кет деп айтады. Ол оған онымен байланыста болуға мүмкіндік береді. Кифер, бірақ ол бәрібір оған үйленеді және Кифердің компаниясын құртады. Тіпті бұл оған да зиян тигізсе де, өйткені ол оны барлық істермен бірінші болып ренжітті. Ол оған мұны жақсы есте сақтауын айтады. Ақыр соңында ол тек оған ғана тиесілі болады. Ол кеткісі келеді. Ол оны Элла сияқты деп айыптайды және адамдарды қалағанына жету үшін пайдаланады. Ол жылап кетіп қалады, ал ол ауырып күйіп, артта қалады. Өйткені қандай жағдай болмасын, ол оны шынымен жақсы көреді. Ол бақылаусыз жылап, Киферге қарай жүгіреді. Ол оған Юридің үйлену тойынан бас тартпайтынын айтады. Ол одан қиындық тудырмауын өтінеді. Кифер көз жасын сүртіп, оны ақырын тыныштандырады. Ол оны тез сүйіп, оны балаша жылағаны үшін мазақ етеді. Ол оны бұл той болмай тұрып, міндетті түрде шешімін тоқтатудың қандай да бір жолын табатынына сендіреді. Ол әлі де оған назар аударады, оған үнемі қамқорлық жасайды. Содан кейін ол оған маңызды нәрсені айтады. Ол Персимен уәде етілгендей сөйлесті. Ол оның әкесі туралы ақпарат ала алды. Ол оны өзіне әкелген хатшыға хабарласты. Ол жазбаны тыңдады. Міне, жауап. Бұл адам Марианомен мүлде араласқысы келмейді. Олар оған жете алмайтын сияқты. Оның орнына олар жақын арада Дж.Н. алып кетуге оралады. Ол абдырап қалды. Бұл мағынасы жоқ. Бірақ олардың күтуден басқа амалы жоқ. Бұл оның онсыз да шаршаған нәрсесі. Бірақ Кифер оны жұбату үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Олар бақыттың тыныш сәтін бөліседі. Ол босаңсып, ақырын жылап, олар бірге кетіп қалады. Ол оны үйіне ертіп барады. Ол жымиды. Кенет ол Анджелоны көргенше, оны қорқыныш билеп алды. Ол бірден жасырынып, Киферді өзімен бірге алып кетеді. Олар үнсіз баспалдақпен төмен түседі. Ол әзілдеп, егер Анджело онымен төбелесетін болса, оған дайын болғаны дұрыс, өйткені ол күшті екенін айтады. Кифер оған мән бермей, сенімді сөйлей береді. Ол абайсызда бір жерге түкіріп, батылдықпен ішке кіреді. Ол жасырынуды қойып, оны дұрыс ертіп жүреді. Кенет Арс пайда болады. Ол қорқып, тоңып қалады. Арс оны алып кету үшін қимыл жасайды, бірақ Кифер оны артқа тартып, алдынан сүйіп, оған деген сүйіспеншілігін ашық мойындайды. Арс ашулы. Ол бұрылып кетіп қалады. Кифер де кетіп қалады. Бұл Джейджиге адам төзгісіз қысым көрсетіп, оны не істерін білмей қалдырады. Күн тыныш өтіп жатыр. CNN заттарын жинауға келеді. Ол біржола кетіп қалады. Ол оны жақсы көретінін айтып, оған қарсы шығады, бірақ ол оның үнін бірден өшіреді. Ол оған көмектесіп жатқанда, олар қайтадан төбелеседі. Кенет ол тайып құлап қалды. Сөмке бүйіріне ұшып,
арсқа тиіп, оны жарақаттады. Ол кетіп қалса да, ол әлі де қиындықтың көзі болып қала береді деп ойлап, кешірім сұрауға асықты. Анджело Арсты әкесі дәрігерге апару үшін келгенше олар бір-бірін кінәлайды. Олар бірге кетеді. Ол Анджелоға сен енді үйіне аман-есен жеткізгені үшін алғыс айтады. Ақыры ол өз уақытынан ләззат алуға тырысады. Ол қалай көмектесуге болатынын, компанияны қалай құтқаруға болатынын ойлай бастайды. Бірақ қанша ойласа да, ол басқа шешімді көрмейді. Сол кезде кенеттен бардың иесі пайда болады. Ол оны бірден таниды. Бұл оны да танитын Анджелоның көзінше болып жатыр. Менің ойымша, ол барлық жерде бар сияқты. Олар бір-бірімен жылы амандасып, әйтеуір өз клубында кездесіп, жақынырақ танысқандарын түсінді. Бұл оның жүрегін сәтте қорқынышқа, әсіресе Анджелодан қорқуға толтыратын жер. Өйткені бұл жер басынан бастап ол үшін қауіпті. Кенет әлгі кісі келіп, оларды жылы қарсы алады. Ол үй иесіне қарап, оның қаншалықты қартайғанын байқайды. Үй иесі, әрине, адамдар оны осылай танығанда әрең сөйлей алады. Ол жымиды, оны көргеніне қуанышты. Бірақ сонымен бірге Анджело үшін қорқыныш оның кеудесін қысады. Анджело оны қанша уақыт өтсе де, ескертусіз клубқа барғаны үшін қатты сөгеді. Оның уайымы ашуға айналады. Олар жоғарыға көтеріліп, анасына барады. Содан кейін таң қалдыратын нәрсені біледі. Эристі ауруханаға алып кетті. Оларды бірден қорқыныш билейді. Уақыт қатты және баяу өтіп жатыр. Ал ол сыныпта отырып, өз ойына батып, оның ойлары Эриспен болған оқиғаның төңірегінде өрбиді. Ол бос орынға қарап тұр. Кифер оның бейқамдығын байқайды. Ол болған оқиғаның барлығын қайта ойлап жатыр деп ойлайды. Бірақ ол оған шындықты айтады. Ол уайымдап жатыр, өйткені Эрис өкпе фиброзымен ауырады және оның нақты себебін ешкім білмейді. Бірде-бір сөз айтпастан, Кифер оның қолынан ақырын ұстап, оны тыныштандырып, Эриске бәрі жақсы болатынын, жаман ештеңе болмайтынын айтты. Болмайды. Дәл осы сәтте сенен екеуін бірге байқайды. Ол бірден барып, оларды дәл сол жерде сыныпта әшкерелеп, мазақ етіп, тамаша сәйкестік деп атайды. Бірақ оның ойлары қайтадан спиралға айналады. Қорқыныштан кейін қорқыныш пайда болады. Оның ойынан кетуден бас тартады. Кенеттен мұғалім сыныпқа кіріп, барлығынан шығуды сұрайды. Оқулықтарыңды ал. Ол сабақты түсіндіре бастайды. Мұғалім сөйлеп тұрғанда, Кифер оған әдейі сүрініп, әзілдесіп, ойнақы және ұялмай сүрінеді. Ол сыныптан мүлдем кетуді ойлайды, бірақ ол өз орнын беруден бас тартады. Оның орнына Кифер кенеттен оны өзіне тартып, бүкіл сыныптың дәл алдында тізесіне отырғызады. Ол шошып қатып қалады. Мұғалім оларға қоңырау шалғанда, Кифер абайсызда қазір оның есімін алып жүргенін, оның өзінікі екенін хабарлайды. Бүкіл сынып оны күлдіріп, мазақ етіп қуанады. Оған ешкім көмектеспейді. Ұялып, көңілі түсіп, наразылық білдіруге тырысады. Бірақ мұғалім оған жай ғана орнына оралуын айтады. Содан кейін Киферден жаңа ғана түсіндірген сұрағына жауап беруін сұрайды. Кифер бірден анық және сенімді түрде жауап береді. Барлығы таң қалды. Оның барлық әзілдеріне қарамастан, ол шынымен де тыңдады. Ол оның айтқанының бәрін түсінді. Шок барлығын таң қалдырды. Әсіресе Джейдж. Ол мүлдем жауап бере алмайтынын білді. Содан кейін Кифер оны жақсы көретінін ашық айтты. Олар күлімсіреп алмасты. Қайта отырар алдында жүздері бақытқа бөленді. Бәрінің көзі соларда. Біреулер олар үшін қуанса, енді біреулері ренжігені анық. Уақыт өтіп, түскі үзіліс басталады. Ол олардың жоқтығын байқаған соң Дрю, Дензел және Майо туралы сұрайды. Кенет Кифер қайта пайда болып, оның есімін қасында дауыстап айтып, қазір оның әйелі екенін айтты. Ол оның әйелі болатынын, оның өмірі болатынын және ол үшін бәрі екенін айтады. Мазақ ету күшейе түседі, барған сайын ыңғайсыз болады. Ол ақырында кетіп қалғанша, бұдан былай шыдай алмайды. Топ үстелдің айналасына жиналып, Дрю, Дензел және Майоны іздеуге шығады. Алдымен олар бақытты болып көрінеді, бірақ содан кейін олар оған тікелей қарсы тұра бастайды. Олар оған қазір Кифер екеуінің бірге екенін айтады. Ол инстинктивті түрде оны жоққа шығарады. Содан кейін олар Юри туралы, оның кімді таңдауы керектігі туралы сұрайды. Олар оған Кифердің оны тек ренжітетінін және Юриді таңдамағанына өкінбеу керектігін ескертеді. Олар оған сыныптың қайтадан бөлінетінін және оның бұған себеп болғанын қаламайтынын айтады. Олар оны есеңгіретіп, сол жерде тұруға қалдырады. Ол бұрын Элламен де солай болғанын есіне алады. Содан кейін бәрі құлады. Енді ол мұның қайталанып жатқанын сезіп отыр. Ол не істерін білмей, оның кесірінен төбелесіп қалуы мүмкін екенін түсініп, қатты ойланады. Кенет Анджело оның қасына келеді. Ол оған киінуін, көйлек кию керектігін айтады. Өйткені олар бір жерге бара жатыр. Ол оған абдырап, уайымдап қарап тұр. Ол оны қонақ үйге, сосын мейрамханаға апарады. Ол әлі де олардың қайда бара жатқанын білмейді. Содан кейін ол оған Юримен және оның отбасымен кешкі ас ішіп жатқанын айтады. Олар кездескенде Юридің отбасы оны жылы қарсы алады. Олар Эрис туралы сұрайды және уайымдайды. Өйткені оның тыныс алуы біраз уақыттан бері бұзылған. Юридің анасы тойдың Джейджидің туған күнінде болатынын қуана хабарлайды. Ол орнында қатып қалады. Оның туған күніне әлі бірнеше ай қалды. Оның ойы тағы да адасып кетті. Ол үйлену көйлегін қашан таңдайтынын, Юридің анасымен қалай жүретінін ойлайды. Юри оған бәрінің көзінше сүйіспеншілікпен қарайды.
бірақ ол оның оған ренжігенін айтуы мүмкін. Олар Жапонияға бірге көшкен кезде олардың қаншалықты қиын болатыны туралы айтып жатыр. Оның жүрегі қатты соғып тұр. Ол мұның болғанын мүлде қаламайды. Юрий оны бір жаққа алып кетеді. Сонда олар бірге біраз уақыт жүре алады. Ол оның ішінде не болып жатқанын түсінбейді, бірақ ол шешімді. Ол тек оны қабылдағандай кейіп танытса да, бұл оған жеткілікті. Оның жалғыз мақсаты Киферден жеңіліп қалмау. Оның жүрегі Кифердікі болса да, Юрий ақыры оған үйленетініне сенеді. Ол кетіп қалады. Ол оның соңынан ере алмай, оның соңынан қайта барғысы келмей, сол жерде тұр. Кенет ол Бластердің құрбысы болған қызды көреді. Ол қыздың одан бірдеңе сұрауға келгенін түсінеді. Міне, күтпеген жерден Бластер пайда болып, оның туған күнін тойлауға келгенін хабарлайды. Кифер де сонда. Оның жүрегі қатып қалады. Ол бірдеңе болуы мүмкін деп қорқады. Ол жаңа мәселелерге араласқысы келмейді. Оның басы қазірдің өзінде олармен бітеліп қалған. Ол артына қараса, Кифердің қасында тұрған және оған тым жақын тұрған қызды көреді. Барлығы осы жиынның бір бөлігі болған сияқты. Кифер бұл қызды таныстырады. Оның есімі Макки. Макки оларға дастархан басында қосылады. Джейджи кеудесінің қысылғанын сезеді. Ол оларға әрең шыдай алады. Оның қызғанышы көрініп тұр. Бетіне жазылған. Осы уақытта Юрийдің отбасы Анджелоны жұмыс мәселелерін талқылау үшін алып кетеді. Юрий артта қалып, Джейджиге ақырын тамақ береді. Ол Кифер мен Маккидің көзінше оның қолынан тамақ ішіп отыр. Макки екеуінің арасындағы қарым-қатынасты түсінуге тырысып, оны мұқият бақылап отырады. Олар жай ғана жақын доспыз дейді. Басқа ештеңе жоқ. Олар Джейджер мен Кифер сияқты. Юрий Джейджердің ренжігенін байқайды. Ол бұл туралы жасырын түрде Киферге хабарлайды. Кифер оның хабарламаларына күліп, телефон арқылы оған деген сүйіспеншілігін мойындайды. Ол эмоцияға берілуден бас тартады. Жаман сөздерді қайта қолданғанына ашуланып, оған қарғыс айтады. Ол бұл сүйіспеншілікке лайық деп әзілдейді. Басқа бірдеңе болмай тұрып, Макки телефонын тартып алады. Оның қолынан ұстап, оған жақындай түседі. Юрий оның қазір қызғанышты анық көріп тұрғанын байқайды. Макки тым таныс болып күледі. Содан кейін Дж.Ға бұрылып, оны мүлдем оғаш деп санамайтынын айтады. Ол өзінің сұлулығының ерекше екенін қайталай береді. Бірақ содан кейін оны мазақ етіп, хайуанаттар бағында оның орны бар екенін аяусыз қосады. Ол оның бетіне күледі. Ол мұны жақсы көретіні анық. Джейджимен бұл жеткілікті. Ол Маккидің бетінен қатты ұрады. Бір сәтте қан пайда болады. Макки айқайлап, анасына мүлдем ұқсамайтынын айтып, оны қорлайды. Дж. Кек қайтарады. Кифер Дж.ның қызғанышын жоққа шығарып, оған қарай жүгіреді. Бірақ ол да оны қарғап, ашуланып, депрессияға түсіп, қашып кетеді. Келесі күні мектепте ол Киферге шыдай алмай, сол жерде отырады. Оқушылар ақша жинап жатыр. Ол Кифердің оның атынан төлегенін біледі. Ол ашуланып, оған қарсы шығып, оны кінәлап, кетуге тырысқанда оған қарсы шығады. Ол оның қолынан ұстап тұр. Ол жақындап келіп, оның кешеден бері біртүрлі әрекет етіп келе жатқанын, болған оқиғаға қызғанышпен қарайтынын еске салады. Ол мұны жоққа шығаруға тырысады, бірақ ол еңкейіп, қызғануға негіз жоқ деп сыбырлайды. Өйткені ол оған тиесілі. Олар әрқашан бір-бірінің көзіне қарайды. Ол оны сүйеді. Сынып қуанышты лебіздермен жарылып жатыр. Көргендерін ұнатпайтыны анық, басқа топты қоспағанда барлығы бақытты. Юрий келеді. Оның ренжігені, ол оған әкімшілік кеңсесіне шақырылғанын айтады. Юрий мен Кифер бір ауыз сөз алмаспай, үнсіз отырады. Ол кеңсеге барады және оған бұрынғы мектебінен қолтаңба керек екенін айтады. Онсыз ол мектепті бітірмейді. Ол дүрбелеңге түседі. Ол жаққа қайта барғысы келмейді. Өйткені ол Кирмен бетпе-бет келуі мүмкін. Әкімшілік оған барып қол қою үшін демалыс береді. Ол мүлдем бақытсыз кетіп қалады. Сыныпқа оралғанда төбелес басталып кете жаздады. Өйткені оқушылар Дж.ны қорғап ұрысып қалды. Ол жүгіріп келіп, Юрийдің қазір Киферге ашық қарсы екенін түсініп, оларды тоқтатады. Ол мұны анық көреді. Бөліну басталды. Бәрі шошып кетті. Енді сұрақ қалады. Ары қарай не болады? Және осымен бәрі бітеді. Түсініктемелерде өз пікіріңізді білдіріңіз. Қымбатты көрерменім, видеоға лайк басуды және менің каналыма жазылуды